мен 9 жыл қазақ тілі әдебиеті пәнінен мұғалім болғанмын, бірақ мен тарихымда бүкіл сабағым 5 болған, менің бүкіл сабағым 1-1 4 болған. Оқушы кезіңізде? Оқушы кезінде тек әдебиет 4 болған менде. 4 алып жүрген пәннен мұғалім болу дейсің. Саған 5 қоймаған қиын дейсің ба? Бірақ бұл менің ғылымға жасаған қиянатым бола ма деп уайымдаймын дейді. Мәссаған деп. Қыста мектептің алдында келеді деп дрифт жасап барып қоятын еді ше. Мынау биология мұғалімі ғой, білмеймін, дене шынықтыру болса екен, осындай бір шабыт берген еді. Таң қалдыру ма? Иә. Мынау Адидасты айтып жатыр ғой дедім да, құралды цепочка түк. Мынау аяқ киімдер туралы айтып жатыр ғой деген, бәрі кетті. Ана сөз мынау еді, мына сөз мынау еді. Мүмкін болса бәрі жеңіліп қалса күшті болады еді. Мен автоматтан чемпион болғанымша. Мынандай уәжі бар ғой, қазіргі жастар тез өртеніп кетеді. Жақсы айтқанда күйіп кетеді. Олар ұрыссаң болды күйе салады деген сияқты. Жұқа, әлсіз деген сияқты сондай бір кісі тіптен андай ауыр сөз айтты да. Репрессияға шыдаған ұрпақтың депрессияға шыдамай жүрген ұрпағымыз деген сияқты. Ассалаумағалейкум, құрметті біздің көрермен. Осы ұстаздыққа ұмтылыс деген сұхбатты бастаған кезде ұстаздыққа ұмтылып жүрген кісілердің сол бір талпынысын үзбейтіндей, керісінше соған бір сеп болатындай кісілерді шақырғымыз келетін. Содан да біз осы педагогиканың маңайында осы педагогикаға қызмет етіп жүрген адамдарды шақырдық. Бүгін енді экс-педагог Азамат мырзаны шақырып отырмыз. Азамат Ертайұлы Скаков, коуч, сен мен кітаптарының авторы. Сұхбатта Азамат мырза әдет қалыптастыру, нәтиже мен процесс сияқты тақырыптарды әңгіме етті. Азамат мырза, уақыт тауып келгеніңізге мың алғыс, рахмет. Енді мынандай ой, жаңа өзіңізге сұхбатқа дейін айтып жатырмын ғой, педагогқа пайдалы болатын кез келген адам шақыра бергіміз келеді. Ол педагог үшін, яғни педагогты педагогика тақырыбымен шектемей, ол кісінің өмірінде қанша да мәселелер бар ғой. Мүмкін болашақта қарым-қатынас туралы кітабыңыз шыққаннан кейін, немесе тағы басқа тақырыптар деген сияқты. Бүгін сол бір әдет тақырыбын қаузап көрсек, өйткені сол тақырыпты еске алған кезде бірден бір еске түсетін маман өзіңізсіз. Педагогтарға пайдалы болады деген үміттемін. Өзіңіз педагог болған жылдарыңызды, кездеріңізді ұмытпаған шығарсыз. Олардың бәрі бір анау бөркін оңай кие аласыз ғой, салыстырмалы түрде. Бізде дәстүрлі бір сұрағымыз бар, бастайтын. Сіздің ұстаздарыңыз жайлы бір еске алсақ, сіздің ұстаздарыңыз деген кезде кім еске түседі? Ол кісілерден қандай бір сабақ алдыңыз, қандай бір, білмеймін, қазіргі тілмен қандай инсайттар есіңізде қалды? Сол жайлы бір бастасақ. Бірден Өккен деген ұстазым есіме түсті. Қазақ тілі және әдебиет пәнінен сабақ беретін үлкен кісі. Ана болады ғой, бір ғылыми адамды елестеткен кезде бір шляпасы бар, ұзын бір жаңағы күртешесі бар, сосын қолында былғары сөмкесі бар. Тура сол қалыпта есімде, әлі күнге дейін сол қалпында жүр. Бүйтіп өте образы, иә, образ сондай сұсты, қатал бөлмеге кіреді, бүйтіп партаға қояды, дүңк еткізіп, жаңағы сөмкесін ашады, ішінен шығарады, бәрін жақсылап бүйтіп қарап, бірін тізіп алады бәрін. Сосын отырады да сабақ бастайды. Анау тілдің күшін, әдебиеттің күшін сендер дұрыс түсінбейсіңдер деп айта береді. Сен ертең физикадан да жетістікке жете алмайсың, егер тілің ақсап тұрса деп ше. Егер сен жұрттың алдында сөйлей алмайтын болсаң, сенің химияңнан да түк пайдаң жоқ деп сөйтіп күшті айтатын да. Мен бір қызық, мен 9 жыл қазақ тілі әдебиет пәнінен мұғалім болғанмын, бірақ мен тарихымда бүкіл сабағым 5 болған, менің бүкіл сабағым 1-1 4 болған. Оқушы кезіңізде? Оқушы кезінде. Тек әдебиет 4 болған менде. Тек әдебиет 4. Анау отличник болуға, 6 сыныпқа дейін отличник болған, бірақ 6-тан 11-ге дейін отличник болуға тек әдебиет жібермейтін. Өкен ағайдың сабағы. Өкен ағай айтатын маған, енді біз оқушымыз ғой, ана жарысамыз біріміз, айтам, ағай сізден ғана 4 деймін да. Бір нәрсе беріңізші маған. Қазіргі оқушылардың не ғой, ең кілтті жиі айтатын сөзі ғой. Иә. Бұл ойлайтын ғой жаңа, бұл күшті бір шешім тауып тұрмын ғой мен өзім ойымша. Аргумент. Иә, айтам ғой, ағай сізден ғана 4, маған бір қосымша бір нәрсе беріңізші, сен мына сөзде әлі есімде. Азамат, саған 5 қою маған, даусы да күшті ондай. Саған 5 қою маған қиын дейсің ба? Бірақ бұл менің ғылымға жасаған қиянатым бола ма деп уайымдаймын дейді. Мәссаған деді. Сол әдебиет қана 4. Бірден Өкен ағай есіме түсті. Кейін бір ұстазымыз бар, ол мен ұстаздыққа баулады. Шыңғысхан деген кісі. Ол кісі айтатын, бізде Қазақстанда еркек ұстаз аз деп.
айтатын, қайда айтатын, Азамат сен ұстаз болуың керек дейді. Мен ойлаймын, мен физика олимпиадчик болғам негізінде. Республикалық олимпиадаларға қатысқам, тұрады да, сен қазақ тілі әдебиетіне баруың керек дейді. Мен айтамын, ағай, мен ұстаз болайын, жарайды. Ара ол келісіп тұрмын. Оған соң кейін Ғалымжан деген ағайым да қосылды. Жарайды, бірақ мен физикадан ұстаз болайыншы. Ағылшын тілінен ұстаз болайын. Оқып аламын мен. Оған дейін географияны дайындалып жүрген. Ары кетсе география. Мен әдебиетім ona 4 қой деймін ғой. Қазақ тілім ғана 4 алып жүрген пәннен мұғалім болу дейсің. Айтсам, ол айтады, бізде бірінші дейді, еркек ұстаз аз ол бір дейді. Тіл, әдебиетте еркек ұстаз мүлдем аз дейді. Кейін мен 11 сыныптан бастап, біздің райондық, аудандық мектептердің арасында 11 сыныптармен жиындар болып тұрады. 2-3 айда бір рет жаңағы таңдаған пәндеріне қатысты. Мен әдебиетшілерге бардым, мен жалғыз еркек болдым шынымен. Барлығы 11 сынып қыздар, мен жалғыз жігітпін. Сон бірінші кіргеннен бастап, анау апайымызда жас апай еді, ол да бірден, Азамат, сен айтшы, сен не істеп жүрсің мұнда дейді. Сен КТЛ оқып жатсың дейді. Сен деген сабақтарың жақсы. Не істейсің сен қазақ тілінде дейді. Әдебиетшілердің өздері не қылып жатыр ма? Аллах. Кейін мен де айтамын ғой, жаңағы бір мақсатым бар, арманым бар деймін. Сөйтіп кіріп кеттік. Кейін университетте ұстаздарымнан кейін ұстаз болып жүрген кезде бір ұстазымның қатты бір сөзі маған өткені, бетем мектепте жүрем. Өзімді қатты бір үлкен бір істің ісінде жүрмін деп қатты қуанам. Содан түнгі 10-ға дейін жүрем мектепте ше. Завучпын. Журналдарды реттеймін, табамын, анан бүйтемін, соң дәптерлерді реттеймін, одан кейін бөлмеме барып отырып, анан істеймін, мынаны істеймін. Мектепте жүрген біреу болса, сонымен сөйлесем деген сияқты 10-ға дейін, 9-ға дейін күнде жүрем. Соң бір үлкен кісі бар, 50 жастарда ғой деймін. Сол кісі бір күн көріп қалды кешке қарай. Ой, Азамат, не істеп жүрсің мектепте деді. Мен айттым, онда ішімде мен мақтанғым келіп тұр да. Мен жанашырмын ғой өйткені деп ше. Мақтанғым келіп тұр ғой енді. Сонымен аға, менде осылай, біз әдетте осылай жүреміз дедім да. Не үшін деді. Ана кісі, Қазақстанның ең мықты ұстаздарының қатарында. Ұтып алған сондай бір жыл ұстазым ба, сонда ұтып алған кісі. Сосын, еркек адам, не істейсің сонда деді. Мен жұмыс көп қой аға дедім. Деді, сол кезде ол кісі мынандай ой айтты. Бір зерттеуді айтты. Мынаны айтты, маған қатты тигені. Ұстаздың кешке дейін мектепте жүруі кейбір кезде оның мықтылығын білдірмейді, керісінше әлсіздігін білдіруі мүмкін деді. Маған айтқан жоқ, сен әлсізсің деп. Бірақ әлсіздігін білдіруі мүмкін деген ой айтты да. Демек, оның уақыт басқару тақырыбында әлсіздігі бар деп. Сонымен кетіп қалды. Мен отырып ойландым ғой, мен отырып бөлмеге келдім де жаздым, мен не істеп жүрмін. Шынымен де түнгі 10-ға дейін тұрарлық тірлік па бұл, әлде ертерек бітіруге болатын бе деген сияқты. Содан кейін мен жоспарладым, айтайын ба, кешкі 7-ден кеш қалған жоқпын одан кейін. Бүкіл сол тірлік кешкі 7-ге дейін бітеді екен. Егер де мен барып біреумен отырып шай ішпесем, егер де мен көшеде бір тазалықшы ағаймен бір нәрсе әңгімелесіп қалмасам, ол кісілерде әңгіме табылсын ғой енді. Егер де мен бір оқушыны көріп қалып, бір болмайтын түк қатысы жоқ әңгіме айтып тұрмасам, мен бәрін тез бітіріп 7-де кетіп қалады екенмін. Жұмыс көп па, қабілет шикі ма, сұрақ дейсің? Сол ғой. Бірақ мен 3-дей, мен өзімді құтқарушы деп сезініп жүрмін ана жерде. Мектептің бір жанашыры деп ше. Бір не есіме түсіп жатыр. Гетенің мынандай сөзі бар екен де, ұзақтау сөз, соңын айта салайын. Көп адамдар шатастырады дейді да, күйлерін, өзінің күйін шатастырады. Орысша ғой. Сөз мынандай айтады. Как много людей путают усталость с результатом дейді да. Шаршағаныңды нәтиже деп ойлап қаласың да дейді. Бірдеңке тындырып жүрмін деп ше. Есімде мектепте де менде де сондай кез болған, андай білмеймін, бір алаштықтардың ізімен келеді, қандай бір андай өзіңе сондай бір неге тойдырып жүреді ғой ақпаратқа. Анамен бүйтіп жүресің, бірақ проблемасы ұзаққа бармайсың мен. Егер сенде белгілі бір ішкі қабілеттер қалыптаспаса, күшті. Ана ненің өзі күшті екен, жаңа ғылым қарсаң қиянат деген. Ол сөз енді шынымен 2 жыл бұрын ба біз мектебімізде жиналған кезде Өкен ағайды барып құшақтап рахметімізді айтқанбыз. Қазір болады ғой. Анау қасы ағарып кеткен ғой ше, қасы да аппақ әдемі, бірақ жарасымды, өте жарасымды. Ұстаздың образы ма? Бізге сұхбатқа келген
Асхат мырза бар, Асхат Хамзаұлы. Сол кісі сұхбатына келген кезде мынандай бір дерек айтты. Шығыс Азия елдерінің біреуінде деді ау, бір қылмыскер сотталса, біреу қылмыс жасап істі болып жатса, әдебиет пән мұғалімін шақырады екен дейді да сотқа. Мәссаған. Сонда ана тұлғаның бір қалыптасуына әдебиеттің бір ықпалы зор болып тұр ғой. Енді андай не істедің дегендей ма, немесе не істемедің дегендей шақыра ма. Менің ойымша андай, енді бұл тек әдебиет мұғалімдеріне салынып жатқан салмақ емес, жалпы педагог бір осы жағынан ойлану керек сияқты. Жаңағы неге көше бастасақ, жоспарлай бастадыңыз, тура сол жұмыс көлемін азырақ уақытта орындай бастадыңыз. Сол барысында сол қандай әдеттеріңіз қалыптасты? Жалпы әдет деген тақырыппен, әлеммен қалай таныса бастадыңыз? Соған бір ақырындап кірсек. Ол жаңағы сол ұстаздық соңғы 2 жылда, Таразда мектепте жұмыс істеп жүрмін, завуч болып. Соңғы 2 жылда мынандай ой келді маған, сұрақ туындады. Қайда бара жатырмын деген. Қайда бара жатырмын мен? 10 жылдан кейін кіммін? Сөйтіп анализ жасасам, түк мақсат жоқ екен. Мақсат жоқ. Жаңа ағыспен жүре беретінімді білемін. Егер де белгілі бір дәуірден кейін, ұстаздықтың 5 жылдан кейін мен завуч болдым, соңғы 4 жыл завуч болдым. Егер де мен жаңағы директордың орынбасарлығына жеткен болсам, осы ағыспен, бәлкім тағы бір 4-5 жылдан кейін директорлыққа жетермін. Тағы да бір 4-5 жылдан кейін бәлкім Гароноғыма, Бұлоноға білім басқармасына бәлкім кетермін деген сияқты бір бағыт болды да, бірақ оның өзі менде жоспарлы түрде емес. Ағыспен жүре береді деген сияқты. Ауыр сұрақ болды маған. Қайда бара жатсың дегенше, қайда бара жатсың? Сосын қызығып зерттей бастадым. Не екен бұл әдеттегі не? Мен қалай осы өміріме сыйғыза аламын? Осы өміріме. Менің ойымша андай еді ғой, мен завучпын, мен деген таңғы 7:30-нан бастап мектептің алдында тұруым керек. Мен бірінші ұстаздарды тексеріп кіргіземін, жаңағы киіміне қараймын, кешікпегеніне қараймын деген сияқты. Одан кейін шәкірттерді де кіргізуім керек. Одан кейін мен кіруім керек деп өзіме сондай бәйнет аламын. Енді 7:30-да жұмыста болу керек болса, онда мен түнгі 10-ға дейін жұмыста болатын болсам, қалай мен ортасында бір нәрсе сыйғыза аламын бұның дедім. Сөйтіп уақытты жоспарлай бастадым. Ең бірінші әдетім ол жоспарлау болды. Жай ғана жазып шықтым. Не керек маған? Шамамен 1 жылдан кейін мен жеткім келетін мақсаттар. Барлығын жазып шықтым. Ол кезде методикам да жоқ, ештеңем жоқ. Жай алып дәптерге жазып шыққам. Әлі есімде 18 пункт жазғам. Сол дәуірде мен үшін мүмкін емес пункттар еді ол. Бірақ жазып шықтым енді, тәуекел деп. Одан кейін ағылшынша керек деген бір ой келді маған. Ол әдетті қалыптастырайын деп. Барлығына тиімді бір үлесін қосқан ол жоспарлау болды. Мен биттім. Егер де мен түсте отырып ағылшын тілінде кітап оқуға бір уақыт керек болса, не істер едім? Бізде ұстаздардың түскі асқа бөлінген уақыты бар 1,5 сағат. Мен 1,5 сағат түскі ас ішеді екенмін. Барамыз ұстаздармен, өзіміздің бөлек асханамыз бар, отырамыз, жаңағы сорпасы бар, екінші тамағы бар, тәттісі келеді, салат, әңгіме. Содан кейін оны қоя берсеңіз, содан кейін мынау бір не еді бұл, бір стиль еді бұл. Жаңағы шай, кружкаға шай құйып аламыз да, сөйтіп мектепте айналып әңгімелесіп жүреміз, жаңағы философиялық әңгімелер енді. Оқушыларды қарап сөйтіп жүреміз. Кейін маған уақыт керек болды ғой, мен бүйтіп көрейінші. Уақытты, түскі аста уақытты экономдап көрейін. Үнемдеп көрейін деп. Бардым, асықпай сорпамды іштім, асықпай тамағымды жедім. Асықпай шайымды іштім, шығып кеттім. Бір ғана нәрсені алып тастадым. Сөйлесу деген нәрсені алып тастадым. Ешкіммен сөйлеспеймін. Өзім жеке отырамын да, жеп кетіп қаламын. 15 минут кетеді екен. Андай емес, тез емес. Сөйлеспесем болды екен. 15 минут, менің 1 сағат 15 минутым пайда болды. Жарайды 15 минут серуендейін, бір нәрсе істейін, бірақ 1 сағат отырып кітап оқу уақытым пайда болды. Осы кезде менің кітап оқу нем қалыптасты. Әдетім қалыптасты. Бірақ ол кезде андай әдебиетті оқыдым ше, іскерлік әдебиет. Енді өзі андай, содан бастаймыз ғой. Иә, сондай. Тәй ғана оқып жүрдім. Кейін мен ағылшын тілін үйрену керек болды да, мен курсқа жазылып алдым. Ол курс кешке 7-те, аптасына 3 рет. Менде аптасына кешке 2 рет жиналыс бар, кешке 7-тен кейін ұстаздармен. Сосын біреу соған сәйкес келіп қалды. Қайтем дедім да. Барып директормен ақылдастым. Осылай, мына жиналысты ақылдассақ қалай болады? Жылжыта алмайды ма екенбіз дедім. Сөйтіп жиналыста бұны талқылап едік. Шынымен де көп адамға ыңғайсыз уақыт болып шықты. Тек жаңағы басшылық айтты деген үшін отырған болып шықты. Үндемей. Иә, келесі күнге ауыстырдық.
бірақ маған күнде кешкі 6:30-да жүгіріп кету керек болды университеттен, мектептен. Ол кезде менің көлігім жоқ. Кәдімгідей жүгіріп кетемін. Тез тірлігін бәрін бітіруім керек, өйткені 7-тегі сабаққа үлгеруім керек. Ол жаққа барғаннан кейін де жаңа мұғалім болып қателесіп отыру да ұят сияқты. Соны маған өте сол дәуірде бірінші кезекте уақытты тиімді жоспарлау қатты көмектесті. Содан кейін енді маған тағы әдет ретінде спорт керек болды. Өзде 108 килограммым ба, мен енді тым ауыр салмақтамын. Енді ана мектептегі отырықшы өмір салты соған алып келеді ғой. Содан кейін мүлдем спортпен айналыспағандықтан андай бұлшық ет емес. Мен айтамын ғой, былай үшбұрыш деп ше. Қазір кішкене былай үшбұрыш ба, ол кезде төмен қарай бағытталған үшбұрыш деп айтамын. Сол бір кезде 2 ұлым бар. Ұлым ол кезде 4-те ме 5-те ме. Кешке қарай серуендеуге шықсақ, мойныма көтеріп отырғызып аламын. Белім ауырады. Таңертең тұрғанда бір белім ауырады, бір жарты сағат. Сұрақ туындады менде, негізі бір 26 жасар еркектің белі ауырмау керек ау, баласын көтерген кезде. Сұрақ туындады. Енді спортты да демек қолға алу керек дедім да, бірақ спортқа уақыт жоқ. Содан кейін демек маған 7:30-ға дейін қою керек болды ол уақытты. 7:30-ға дейін мен кем дегенде 1 сағат спортпен айналысамын. Сөйтіп ояну уақыты артқа жылжи берді ғой. Одан кейін ол да әдет болып қалыптасты. Енді қызық, сол 1 жыл бұрынғы үлгермей жүрген жаңағы азамат кейін салмақ та тасталды. Кейін ең қызығы, мен қазақ тілі әдебиеті ұстазы болып бола тұра домбыра шерте алмаған ұят болар деп домбыраға қатыстым. Өзіміздің мектепте, өзіміздің Ғалымжан ағай айттым, ағай осылай бір аптасына 1-2 күн бөле аламыз ба? Ой, болды ғой Азеке, өзіңнің кабинетке келіп оқып беремін ғой деді да. Сөйтіп домбыраларын алып келіп, сөйтіп нетіп домбыра үйрене бастадым. Бір уақытта Әсет деген апайымыз бар Таразда. Ол кісі білім завучы, пәленбай жылдық тәжірибесі бар үлкен кісі. Ой, азамат, саған не болып жүр деді ғой ше. Сен деген азып алдың. Жүдеп кеттің деп. Жүдеп кеттің дейді, ауырып жүрген жоқсың ба? Сен бір дыңғырлап домбыра шертіп жүрсің. Сен бір нәрсеге дайындалып жүрген сияқтысың дейді да. Бірақ менің немде ол көп іс сыйып кетті сол күнге. Бұл әдет болып кеткеннен кейін менің миым оған мүлдем энергия жұмсамайтын болды. Миымның функциясы андай, тезірек әдет қылып алу керек оны, энергия жұмсамау үшін. Менің осы өмір салтым әдет болып кетті маған. Одан кейін енді өмірде өте қызық нәрселер болды. Бұл тек жаңа әдеттің күшімен болған сияқты. Мен айтатым да, менің ұстаздарыма жаңағы бүйтіп ойлайтын едім кішкентай кезімде, қазір не бар? Мына кісілер ұйықтамайтын сияқты деп ше. Қашан қарасаң осы прическа, осы костюм шалбар, мына кісілер ұйықтамайды деп ойлайтынмын. Шынымен сенетінмін соған, бір 7-8 сыныпқа дейін солай сенетінмін. Мен ойлайтынмын да, біз де сондай болуымыз керек деп. Мысалы маған өте ұят еді, егер де директор жексенбі күні телефон шалып қалса маған, менің даусым жаңағыда ұйқыдан тұрған адам дауысы болса, қатты ұялатын едім мен. Олай болмау керек еді. Бір рет есімде, директор звондап, жексенбі күні ғой. Мен үйдемін. Білмеймін, ол кезде қаншақ тұрса екен, анау қайдасын деп сұраған жоқ. Бірақ үйде екенін біледі ғой, жексенбі ғой. Балконның есігін ашып, басым шығарып тұрып сөйлескенім есімде ше, ана көліктердің дауысы естілсінші деп ше. Айтпаса бір таңғы 9 ба 10 ба сондай ұйықтап жатсам да ешкім ұрыспайды ғой, бірақ сөйтіп білмеймін, бір құрмет сияқты. Мүмкін ұят. Мүмкін ұят. Ұстаз былай болмау керек деген сияқты. Одан кейін мен бүйтіп ойлайтын. Армандайтым. Әлі айтам ғой, мен айтам да, ұстаздар андасында сөйлескенде айтам да, елестетші деймін, сен физика мұғалімсің, сыныпқа келдің да, басында қазір жаңағы не болу керек қой, кәчи болу керек, сен қазір несін назарын аударып алу керек қойсың ше, қазір жаңағы курстарда нелерде. Елестетші, сен сыныпқа келгенде амандасың да, шпагатқа отырып бір нәрсе айттың балаларға деймін да, сен бірақ физика ұстазысың деймін да. Әлде сен бүйтіп сыныпқа кірдің да, бүйтіп есіктің үстіне бүйтіп аяғыңды қойып шпагатпен айттың деймін да. Оқушылар саған айналаңнан шықпай қояды ғой деймін. Мысалы мен әдебиет ұстазымен марафон туралы сөйлей салсам, мен 42 километр жүгірген кезде деп айтып берсе маған, ішімде білмеймін, Абайдың өлеңдерін айтып жүрдім деген сияқты. Сондай деп айтып берсем, деп. Сосын бір ұстазым болған, жаңағы биология пәнінің мұғалімі.
бірақ ана кісі айтишник еді бар ғой. Ол кезде жаңағы планшет, смартфон жоқ. Бірінші смартфон сол кісіден көрген мен, Nokia груша деген бүйтіп төмен жағы домалақ, үсті төрт бұрышты. Сол грушаны ол кісі бір нәрсе, бірінші ноутбук сол кісіде болды, мен өмірімде көрген. Бірінші смартфон сол кісіде болды. Ол кісі бізге интернет ашатын ғой мектепте. Бірақ андай башталды, бүйтіп сызық болып, есіңізде сызық башталды, зызт деп ашылады, зызт деп. Бір суретті, ана мимоза деген гүлдің суретін көрсету үшін, мимоза деген өзі жабылатын гүл. Соның суретін көрсету үшін ол сабақтың жарты сағатын бүйтіп анау ашылып жатыр әлі, бірақ ол сабағын өтіп жатыр. Біз бәріміз үміттеніп отырмыз, бірақ бір шамамен жарты сағатта ашылды анау ше. Сызық қылып суреті ашылды. Одан кейін міне мен сендерге айтып жатқан гүл мынау, мұндай гүлдердің тобы мынау, бұлар жәндіктерді нетеді деген сияқты. Күшті, ол жан жақты еді. Жан жақты еді. Мынандай ескі Мерседес бар еді, 190-шы Мерседес. Қыста мектептің алдында келеді деп дрифт жасап барып қоятын еді ше. Мен мынау биология мұғалімі ғой, білмеймін, дене шынықтыру болса екен, осындай бір шабыт берген еді. Андай жан жақты болу деген. Таңғалдыру ма? Иә. И біз шынымен де қасынан шықпайтынбыз ана кісінің. Жүре береміз қасында. Жүгіріп, коридорда жүрсе, деп жүгіріп жүретінбіз. Біз кішкентаймыз, 7-8 сынып. Бірінші биология сабағында бүйтеді, қыркүйек қой енді күн жылы, 15 минут берем дейді. Мынау ауладан ең жаңағы ерекше жәндік тауып алып келген адамға 5 қоямын дейді. Біз ана жерде жүгірдік. Енді жай шылаушындар, жай қоңыздар қызық емес бізге. Біз басқа бір нәрсе іздеп жүрміз да. 5 алу керек па? 5 алу керек. Қалай бір андай. Қалай ұстап қалды деймін да. Отырып алып кітапты ашыңдар десе, бәлкім олай болмас беді. Күшті. Енді бұл андай ұстаздардың бұндай оқиғалары, қылықтары деп айтайықшы. Соның өзі андай біраз адамға ой салады ғой, шабыт береді ғой. Анау не есіме түсіп жатыр. Маған ұнайтын сүйікті авторлардың бірі, жаңағы Сухомлинский. Сол кісі айтады да, ойлану таңғалудан басталады дейді. Адам таңғалған кезде оның ойы қосылады, ары қарай ойланады да. Ал жаңа сіз айтқандай, таңғалдырмасақ, оның ойын қосу қиын. Ойлаймыз, ой қоспады, ол ойланбады деген сөз, сен сабақ өтпедің деген сөз ғой енді. Былай айтатын болсақ. Ән жерде енді оқушы үшін ондай қадамдарға бару бір жағынан қызық қой енді. Әдет жаңа бір зат ұнап қалды маған. Мен оны әдетке айналдырсам, менің миым оған энергия жұмсамайды дейді. Андай бір әдет деген түсінікті қалыптастырып көрейікші. Әдет деген не ол? Не құбылыс ол? Неден тұрады? Неге ол кезде энергия жұмсайды, жұмсамайды? Осы жайлы бір кішкене. Андай нейробиология жағынан мынандай нейрондар бар, бізде 100 миллиард нейрон бар деген не бар, ақпарат бар. 100 миллиард жұлдыз жоқ әлемде, бірақ 100 миллиард нейрон бар. Енді әрқайсысы бір-біріне ақпарат тасушы ғой, жаңа синапстар арқылы бір-біріне ақпарат тасушы. Екі нейрон арасында байланыс неғұрлым жиі орнатылады, соғұрлым ана синапстарды бір-біріне жақындай береді. Және бір уақытта олар бірігеді да, онан кейін миелин қабықшасы сыртына қапталады дейді. Егер де миелин қабықшасы сыртына қапталса, бұл екі нейронның арасындағы ақпарат алмасу тым аз қуат жұмсайды. Өте аз. Енді менің миым сол жолды ғана қабылдайды. Неге? Өйткені маған неғұрлым көп энергияны мен сақтай алсам, болашақта бір рискқа. Соғұрлым маған тиімді да. Енді мені мынандай оқығанымда 95%-іміз әдет деп ше. 95%-ім әдет. Авторежимде. Авторежимде тіпті бүйтіп айтады. Мысалы, таңертең төсектен тұрғанда бірдей тұрады екенбіз. Мен ойланбаймын, бірақ мен бүйтпеймін. Кеше оң аяқпен тұрдым, бүгін солмен тұрайын демеймін мен. Атып тұрам, кете беремін. Біз тісіміз тазалаған кезде бір жақтан бастайды екенбіз. Жоғарыдан ба төменнен ба әркім әртүрлі, бір жақтан бастайды екен. Оны ойланбаймыз. Біз аяқ киімнің бауын байлаған кезде бірдей байлайды екенбіз. Оны ойламаймыз. Бұның бәрі әдет болып қалған. Жұмыс пен үйдің арасында бір маршрутпен жүреміз. Иә. Бұның барлығы әдет болып қалған. Енді бұл нәрселерге мен мүлдем энергия жұмсамаймын. Ойланбаймын да оны. Ойланбаймын да, қалай нетем деп. Ол уақытта мен басқа нәрсе ойлай аламын. Сол үшін бұл әдет болып қалған жаңағы нейрондардың байланысы. Енді менің миым кез келген тұрақты нәрсені әдетке айналдырып жібергісі келеді. Энергия жұмсамау үшін. Осы нейробиология жағынан. Бірақ ана жаман әдеттер де бар ғой. Оларды да біз үзе аламыз, егер оның орнына басқа байланысты орнатсақ. Мықтырақ. Мықтырақ.
бірақ өкінішке орай мүлдем үзілмейді екен анау синапс. Мүлдем үзіліп кетпейді, ол бәрібір бар, әлсірейді. Нейрондардың қалыптасуы. Мен таң қалғаным, осыдан бір ғасыр бұрын жазылған педагогика, Мағжанның педагогикасында нейрон туралы бар ғой. Ми жасушасы деп айтады. Екеуінің арасындағы синапспен дейік, мысалға миелин қалыптасу үшін не болу керек? Осы миелиннің қалыптасуына не әсер етеді? Тұрақтылық. Тұрақтылық мынандай 42 күн немесе 90 күн деп айтады. 21 күн деп те мен оқығам негізі кітаптан, бірақ қазір көп адам 21 күннің өтірік екенін айтып кетті, бірақ енді әркімнің несі ғой, өзінің ұстанымы. 42 күнде кәдімгідей ол нейрон күшейеді дейді. 90 күнде ол толықтай жаңағы миелин қабықшасымен қапталады дейді. Енді 42 күн бір нәрсені істеу қиын болуы мүмкін. Мысалы делік спортпен айналысу әдеті деген сияқты 42 күн қатарынан айналысуға болмайды да. Бұл жерде мынандай нәрсені айтады. Менің миымдағы сол спортқа қатысты нейрон қимылдаса болды. Ол даже мен ойлаған кезде де әрекет етеді. Мысалы мен отырымда теннис ойын, қазір теннис деп айтқанның өзінде болды. Тенниске қатысты нейрондар жұмыс істеді да. Яғни 42 күн бойы күнде істеу, немесе ең кем дегенде оларды сол жұмыс істете беру ғой. Нейронды жұмыс істете беру, арасындағы жолды жаңарта беру ғой, арасындағы жолды. Енді осындай нейрон, бірақ олар үш неден триггер, әрекет, нәтиже. Осы үш не бар екен? Цепочка бар. Осы жайлы бар, кішкене тоқталып кетсек. Анау айтады да, әдет қалыптастырып, бүкіл біздің әдетіміз осы үш бөліктен тұрады дейді. Бір, бұны іске қосатын триггер бар. Сол триггер болған кезде мен жасайтын тұрақты әрекетім бар. Соның нәтижесі бар. Мысалы делік, басым ауырып кетті. Бір 12-лердің шамасында, түске қарай 12-лердің шамасында басым ауырып кетті. Бұл триггер. Менің енді үйреншікті жолым бар. Барып кофе алу. Барып кофе алу бұл әрекетім. Нәтижеде басын қойды. Осы үш байланыс болып қалды. Бұны мен анау сила привычки деген нелерде тышқанға эксперимент жасайды ғой. Шоколад береді, лабиринтке қояды. Т-образды бүйтіп екі жағын, бір жерінде тоқ бар, бір жерінде шоколад бар. Тышқан бүйтіп бір рет барады, шоколадты көрді, екінші рет барады, тоққа барып көреді ғой, болды, ол жаққа бұрылмайды. Ол біліп алды. Оның алдында мына чық деген дауыс шығады. Чық деген дауыс шыққан есік ашылған кезде тышқан жүгіріп барып оңға бұрылады. Одан кейін басқа да жерлерге қояды да ол тышқанды. Чық деген кезде ол жүгіріп барып оңға бұрылады екен ше. Болды, ол әдет болып қалды. Анау не дейді ғой, бихевиоризмда кликер дейді ғой. Дыбыс береді, ол триггер болып тұр. Дыбыс триггер болып тұр. Түрткі. Түрткі болған кезде бұның әрекеті бар, оңға жүгіру болды. Нәтижесінде ол тәтті жеу керек еді. Шоколад. Тура осылай адамдардың жаңағы жағымсыз әдеттерінде де. Мысалы, неше түрлі нәрсемен байланыстырып алу мүмкін екен да. Мысалы, тамақ жегеннен кейін бір шылым шеккім келіп тұрады дейді. Бұл триггер болып қалды оған. Қай жері триггер, қай жері? Тамақ жегеннен қатты тойдым. Соны ол байланыстырып қойды. Одан кейін барды айтады, бір жеңілдеп қалғандай боламын. Шылым шегу әрекеті болды, нәтиже жеңілдеп қалғандай. Жеңілдік нәтижесі. Болмаса бұл адамға байланып қалады. Мысалы, бір топ жігіттер күнде сағат 3-тердің уақытында түстен кейін барып сыртқа шығып темекі шегетін болса, енді ол жігіттерді көрген кезде жаңа нейрондар қосылады. Шықпай айтамыз ба деген сияқты. Оларды көрсем, ол мен триггерім ба? Бұл триггерім көру. Триггер адамдардан абай болу керек. Айтады ғой жаңағы, сол кісілерден 1-2 апта көрмей тұрса жеңілдеуі мүмкін. Немесе жаңағы бір-бірін жақсы көретін кісілер бір өмір бірге баратын кафесіне ана кісісіз барып қалса, автомат түрде ішінде бір қайғы туындайды екен. Өйткені мына жерде біз екеуміз ғана отыратын едік деген сияқты. Бағана сіз алғаш мысалы айталық, спорт дейік, мысалы жаттығу, физикалық жаттығуларға қатысты, немесе таңдағы ерте тұруға қатысты әдеттерді қалыптастырған кезде бұл жайлы осы үштік одақ демей ақ қойған, осы үш күш жайлы білдіңіз бе? Білмедім мен. Менде ол уақытта анау мақсат қатты тартып тұрды. Мақсатым менің үлкен еді. Бүйтетінмін. Ағылшынша білмеймін ол кезде. TED Talks тыңдай беремін. TED Talks, ол кезде TED Talks'ың бағдарламасын андай береді. Қайталап ойнай берсін деген бар еді. Қазір жоқ, ол алып тастады. Или бар ма екен? Мен оларға жазып жібергенмін Apple'дан. Неге мынаны батырман алып тастаңдар деп ше. Өйткені қайталап ойналмайды да анау. Содан кейін шығам көшеге, таңғы 6-да наушнигімді салам, қыс демеймін, жаз демеймін, қалтама соткамды салам, TED-ті қосам. Біреуін айналдырып қоямын.
1 сағат ексек өзі 16 минут 18 минуттық нелер ғой, сұхбаттар ғой. Соның 1 сағатта тыңдай берем. Бір сұхбатта 18 рет тыңдағаным есімде. Түк түсінген жоқпын. Бірақ соңғы бірнеше айналып жатқан кезінде анау Adidas дейді мен. Мынау Adidas'ты айтып жатыр ғой дедім да. Ана жерде құралды цепочка түк. Мынау аяқ киімдер туралы айтып жатыр ғой деген бәрі кетті. Ана сөз мынау еді. Менің миым тауып алды. Бірақ анау маған тұрақты тыңдай беру несі. Сосын бір ағылшын, бір англичан, жаңағы Англияның бір профессорының бір несін тыңдап отырмын да. Сол бір әзіл айтты. Ана бір болмай қалған әзіл ше негізі. Бірақ мен қарқылдап күлемін көшеде ше, рахаттанып. Не болып қалды дейді, мен ана айтып берем, қасымда бір жігітпен жүгіріп келе жатқам. Ана әзіл айтып берем. Осыған сонша күлдің ба дейді. Мен оған неге мен қатты күліп жатырмын? Өйткені түсіндім ғой мен оны ше. Ана маған 2 есе ләззат болып тұр ғой. Бұл тұрақты тыңдай беру әдет болып қалған. Әлі күнге дейін мен көлігіме отырсам, менде жаңағы Эндрю Хюберманның подкасты қосылады автомат түрде. Мен оны тыңдамауым да мүмкін, бірақ ол ойнап тұра береді. Анау бұл әдет болып қалды менде. Көлікке отырсам, немесе жүгіріп жүрсем, кейін бір мынандай да эксперимент жасадым. Жүгіріп жүрген кезде дым тыңдамау керек деген ұстанып көрдім. Алғашқыда қиын болды ше. Құлағымда бір нәрсе тұру керек екен. Енді музыкаға тым қарсымын. Жүгіріп жүргенде музыка тыңдауға болмайды. Бірақ жаңа сабақтың өзі мен бір нәрседен қашуыма деп ойлап қалдым да. Ол да маған әдет болып қалған тыңдау. Бірақ ол жоқ кезде ойлану керек болады. Ойланған кезде бір түрлі ойлар, қорқынышты ойлар келе ма, маған жағымсыз ойлар келе ма, одан кейін жаңағын тығып ала береді екенмін ше. Бұл әдет болып қалды, әлі күнге дейін келе жатқан әдет. Мысалы ояну әдет болып қалды, әлі күнге дейін келе жатқан әдет. Кітап оқу сол кезде әдет болып қалды, әлі күнге дейін келе жатқан әдет. Кітап оқудан сәл ертерек басталды. Бір қалыптастырып алса болды дейсің ғой. Мені қызықтырып жатқан мынау да, мысалға 18 рет түсінбей қайта тыңдауға не күш итермеледі? Білмеймін, сондай бір шешім қабылдадым да. Екіншіден мынау еді, дала суық, қыс, ол қар жауып тұр, қап-қараңғы. Мен жаңағы қолғапты киіп алғам, қолғаппен ана кнопка басылмайды, айфон істемейді. Оны алып шықсам, білмеймін, сол кездің айфондар ескі ма, анау қар тисе, анау қуып кетеді, анау басылып кетеді, бір нәрсе қосылып кетеді, бір нәрсе болады. Сол үшін айфонымда тіпті мынау да есімде. Ана экранын ішке қарап салсам, аяғым терілеген үшін ал басылып кете береді. Экран сыртқа қарататынмын да, сөйтіп салатын. Ол кезде андай сыммен жаңағы құлаққа. Анан не, өшіріп қойып тыңдай алмайсыз ғой? Иә. Соны салып қоядым. Мен үшін тым қиын еді, анау жүгіріп бара жатып қалтамнан шығарып, нету темпім түсіп кетеді, анау айфон су болып қалады. Мынандай бір не шығарсақ бола ма? Қаншалықты бұл дұрыс болады? Сіз маман ретінде айтсаңыз, мүмкін кейбір әрекеттердің істелуін қиындату керек пе? Иә, мүмкін, иә. Айтады ғой жаңағы бір нәрседен құтылғың келсе, соған триггер адамдардан кішкене алыста, сол районда жүрме деген сияқты. Ортаңды өзгерт деген сияқты. Мысалы мен бір жаңағыдай бір жаман демей қойған жағымсыз немесе зиянды әдеттерге бір итермелейтін сондай триггерлардан, сол триггердің қосылуын одан кейінгі менің әрекетімді қиындатуым керек болып тұр ғой. Иә. Бұған қатысты тағы да не бар андай? Хальт деген формула бар. Хальт деген немісше тоқта деген сөз екен. Тоқта. Ұстау деген сөз, иә. Хальтта енді соны не дейді? H деген hungry дейді. Адам қатты аш кезінде әдеттерін бұзады екен. Сондықтан ана қатты аштыққа жіберме дейді. Мысалы делік, мен бургер жемеймін деп өзіме сөз бердім. Бірақ мен бір күн үйге келдім да, қарным қатты аш. Түскі асты да ішпегенмін, кешкі асты да ішпегенмін. Енді тезі бургер болып тұр, есіктің алдында бар бахан деген сияқты. Hungry, сосын angry, қатты ашулы кезде сен бұзады екенсің. Lonely, жалғыз кезде. И tired, қатты шаршап тұрған кезде. Енді ең қызығы, мен осыны ойлаймын да, енді қалай бұл, менде төртеуде бар болса, мысалы, үйге келдім, қатты шаршап тұрмын, жалғызбын, үйде ешкім жоқ. Қатты қарным аш. Бір нәрсе жегім көрдім. Қарным аш болған ең ашулымын сен. Иә. Мен тіпті қазір үйдің жанындағы ресторанға барсам, жарты сағатта алып келеді ол тамақта, бірақ бургер заказ берсең 10 минутта келуі мүмкін да. Содан кейін бұл жерде айтады, анау бір ойдың бір несі болып тұр дейді, толқыны болып тұр. Үссең бол деген ше. Біреуге телефон шалып сөйлессең болды, мәселен бәрі бітеді екен. Немесе мына төртеуі бір андай шабуылдаушылар сияқты ғой, иә. Немесе білмеймін, сол ойды бір сәтке үз алсаң болды екен. Одан кейін сіз андай қалай айтсам болады, суыққанды отырып жоспарлайсыз, бүйтейік сөйтейік деген сияқты.
кейбір кезде бір стакан су көмектеседі. Бір стакан жылы су бәрін басады. Шаршауды да басады, аштықты да басады. Сонда ана бір ағынды бұрып жүру болып тұр ғой. Ағынды бұрып жүру керек болып тұр. Мынандай бір ой келіп жатыр да, ана хальт жаңағы төртеуін басқаруға бір андай жаттығатын кезең ол Рамазан сияқты да. Қазіргі аштығыңнан бастап ашуыңмен жалғап ары қарай ананың бәрін басқаруға бір тәрбиелейтін сияқты ғой. Иә. Өйткені ана бір қызық зерттеулер бар ғой. Адам егер өзінің аштығын басқара алса, ол бәрін басқара алады дейді. Иә. Білмеймін, аш кезіңде жеп қоймай бүйтіп шыдай алсаң, әсіресе ауызашарда. Адам негізі шынымен бәрін басқара алады екен. Мен бір курсқа қатысып бір 3-4 жыл болды ғой. Өзімше офлайн, тек еркектер, 150 еркек, таңғы 9-да айтты, ескерді, таңғы 9-да басталады деп, 8:30 регистрация деп. Мен енді алматылық ретінде өзімше Атакентте болды. Кофемді алып алғам таңертең. Сөйтіп суымды алып алғам. Сөйтіп кофе ішіп келдім, мен асықпай. 8-де келіп алдым. Тіркелдім. 9:00-де есік ашылды да. Сен тренингің басталды деген бір хабарлама айтылды, болды. Кірдік, отырмыз. Ешкім жоқ, спикер жоқ. Сахна, ешкім жоқ. Біз отырмыз, бірімізге қарап 10 минут өтті, 15 минут өтті. У-шу ана жер. Одан кейін 15 минуттан кейін бір орыс жігіт шықты сахнаға. Мен түсінуім бойынша бәлкім біз бір нәрсе істеуіміз керек шығар өзіміз деді. Таныса бастады. Сөйтіп бір 10 шақты жігіт сөйтіп шығып өзін таныстырғаннан кейін. Қатысушылардың өздері шығады. Иә. Одан кейін спикер өзі шықты да. Қызық нәрсе айтты, сен өміріңді осылай текке өткізіп жатқанын білесің ба? Сен 15 минут әшейін отырдың дейді. Сен ақша төлеп келіп отырсың. Сен сұрақ туындамады ма мынау спикер қайда деген дейді. Неге саған есік ашылған кезде айтылды ғой дейді, тренинг басталды деп дейді. Басталған болса демек сен әрекет етуің керек еді ғой. Сен күтіп отырсың деген сияқты. Бұл бір сабақ болды, екінші сабақ болды. Бір жігіт тұрды да, мен дәретханаға шығып кетті. Ол тұрды да барып еді, есік жабық, қылтау тұр. Сосын қолын көтерді, мен есікті ашыңдар деді. Не үшін деді. Үлкен ақсақал анау психолог Ресейден келген. Не үшін деді, туалетке барам деді. Рұқсат жоқ деді. Қалай рұқсат жоқ, бір нәрсе деді. Бірақ жол бар деді. Шығасың да енді қайтып көрмейсің деді. Немесе отырасың деді. Мен кофе ішіп алғам, мен су ішіп алғам. Енді мен де шыққым келіп тұр. Сұранудың өзіне болып тұр. Мен де шыққым келіп тұр, бірақ бір кезде қиналып кеттім, мен оны бүйтіп айтты. Сен бейшара еркек деді анаған. Өзіңнің қуығыңмен келісе алмасаң, сен мына өмірде басқа кіммен келісе аласың, бейшара деп айтты да. Орысша боқтап тұрып айтты. Сіз жұмсартып жатқан түріңіз бар. Иә. Мен отырып енді ой деп 3 сағат үзіліс болмады. 12-де үзіліс берді ғой. Сол кезде мен түсіндім. Болады екен келісуге. Айтады, сен өзің жаңағы әдеттің тақырыбында да мысалы сен миыңмен келісе алмасаң, денеңде білмеймін бір ағзаңмен келісе алмасаң, онда сен басқа ешкіммен келісе алмайсың дейді. Бұндай қамшылау экстримнің енді салдары бар ғой. Иә. Ол қаншалықты керек бізге мысалы әдет қалыптастыруда? Өте аз пайыз адамға пайдалы. Өте аз пайыз. Керек жоқ негізі, Өйткені ана жерде бір 150 адам бастаған болсақ, шамамен 48 адам, 3 күндік тренинг бұл. 48 адам бірінші күн кетіп қалды. Не мынау деді. Мен ол кезде вау деп отырдым ғой, бірақ қазіргі азамат айтар еді, бұл сендер не істеп жатсыңдар деп ше. Мүмкін бір тұлғалық қалыптасудың белгілі бір кезеңінде жылына бір рет керек шара болуы мүмкін мен. Ана бір сүлгі алуға ше жаңағы. Есің жей деген сияқты. Бір нәпсің тәрбиелеген келген кезде. Әдет тақырыбын не көрейікші, мысалы бағана 3 күшті айттыңыз ғой, әсер ететін. Мен мысалы әдетті қалыптастыру үшін, мысалы бір әдет қалыптастырғым келіп тұр. Оның түртетін триггері не екендігінің, оның әрекеті не екендігінің, оның нәтижесі, жемісі не екендігін мен жазып сызуым қаншалықты қажет? Күшті, анализ жасауға күшті. Мынандай бір қыз болады, жаңағы тырнағын тиеретін. Осыны жаңағы The Power of Habit деп ғой, мысалы айтады, соны зерттейді. Сұрайды бұдан. Қай сәтте сен мынаны істеп кетесің? Ол қыз жауап бере алмайды басында. Ойланады. Наман. Бір кезде айтады, қолым бос болып қалған кезде дейді. Қолым бос болып қалған кезде дәл қазір отырмын, істейтін ештеңе жоқ па? Бірден істеп кетеді екен дейді. Осы жерде қызық бір нәрсе ұстанады. Содан кейін не сезесің дейді ғой. Мен не сеземін дейді, андай ләззат сеземін дейді, бір
жайбарақат бір сәт болады дейді мен үшін. Қараймын, менің тырнағым дөп дөңгелек болып тұрады дейді, шетінің бәрі ешқандай не жоқ дейді да. Содан кейін ана кісі маған мынандай тапсырма береді. Бүйтейікші дейді, қолың бос болып қалған кезде, тура бүйтіп ана аузыңа апарғың келіп тұрған кезде, жай ғана мына әрекетпен ауыстыршы дейді. Бүйтіп қолыңды ұршы дейді да, жаңағы үстелге ма бір нәрсеге ұршы дейді. Соны жасағаннан кейін ана қыз тістемей кетеді. Енді ұстаным мынау дейді, жаңағы триггерге және нәтижеге тиісе алмайсың, бірақ әрекетті ауыстыра аласың дейді. Делік сағат 11-дің кезінде мен басым ауырып кетті, мен кофе ішуім керек еді әдет бойынша. Тура сол әрекет сен басың ауырған кезде офисінің алдына шығып далада 15 минут күннің астында серуендесең, нәтиже тура сол. Басың ауырғанды қояды, ұйқың кетеді, жаңағы кислород толықты денеңе деген сияқты. Сол просто әдетте ауыстыр дейді. Кофені серуенге ауыстырып таста, жаңа аяғының неткенін, қолыңның тістеуді ұрғанға ауыстырып таста дейді. Әрекетті ауыстырып көр дейді. Педагогте қандай бір не болуы мүмкін? Жағымсыз әдеттер болуы мүмкін? Не болуы мүмкін? Уақыт босқа өту ма? Жаңағы мен сияқты әңгімелесу. Әлеуметтік желі мысалы. Иә, әлеуметтік желі. Мен сол кезде триггерді былай шыққан кезде ұстап алуым керек, мынау маған әсер етіп тұр, түртіп тұр деп. Одан кейін әрекетті ауыстыру арқылы сол нәтижеге басқа маршрутпен жетуім керек, былай шыққан кезде. Иә, басқа маршрутпен. Анау жаңағы әлеуметтік желі де сол ғой, мен бір қандай уақытта кіремін мен. Бос болып қалған кезде, немесе көңіл түсіп кеткен кезде, немесе білмеймін, бір шаршап қалған кезде тура жаңағы халттағы келетін сияқты. Иә, сол болған кезде деп кірем деп. Бәлкім оны кітаппен ауыстырып көру керек шығар. Мынандай байланыс келіп жатыр да, негізінен бағана мысалы сіз айттыңыз ғой, мақсат мені итермеледі деп ше, мақсатты ұмытпай ұстап тұру ол бір саналылықтың нышаны ғой. Тура сол сияқты мына жерде мен қазір саусағым тістегім келіп тұр деген ана сәтті ұстап алудың өзі саналылық деп ойлаймын да. Иә, өте саналылық. Бұл саналылықта жаңағы өшіретін бірден бір зат бағанағы хальт сияқты да. Иә. Ана төртеуі саналылықты өшіреді. Қызық. Шынайылық нететін көмектесті маған. Енді бұл андай бір қалай айтсақ, бір әдетті ауыстыру я жаман әдеттен арылу ретінде ғой. Иә. Біздің миымыз ол мысалы қаншалықты түсінеді, жақсы әдет, жаман әдет деп ол қаншалықты бөледі? Ол үшін разница жоқ, тапсырма бар болды. Ол үшін разница жоқ. Тапсырма жасау керек, автоматты түрде жасап береді. Біз саналы болып, жаңа айтпақшы, саналы болып қана ауыстыра алатын сияқтымыз. Әр әрекетімізге сырттан бақылай алу. Оған да өте үлкен күш керек. Мысалы, енді мен бір жаңа әдет қалыптастырғым келді. Екі нейрон синапс арқылы ма, дендрит арқылы ма өтір бір электр импульс алмасу керек, мийлен құрылу керек. Жаңа әдетті құруда қандай бір кеңестер айта аласыз? Оның ана кезеңдері бар екен. Бірінші кезең не үшін керек деген кезең екен. Маған мына әдет керек. Не үшін бұл әдет керек маған? Екінші кезең жоспар екен. Қандай әрекеттер арқылы бұл нәрсені өміріме енгіземін. Мысалы, білмеймін, OneFit-тен абонемент алып қою деген сияқты. Үшінші кезең тұрақтылық. Мен қанша уақыт осын тұрақты істеймін? Өзім 2 айын төлеп қойдым, 3 айын төлеп қойдым деген сияқты, абонементтің. Төртінші кезең ұстап қалу деген екен. Ұстап қалу белгілі бір уақыт болады. Делік бір әдет қалыптасты, 1 жыл істеп жүрсіз. Немесе 2 жыл істеп жүрсіз. И бір кезде мынандай ой келіп қалды да, не үшін істеп жүрмін деген сияқты. Сол жерде ұстап қалудың бірнеше жолы бар екен. Әдейілеп істемей қою деген бар екен ше. Менде сондай болды. Мен ана шүкіршілік дәптерін күнделік жазамын. Бірнеше жыл жазғаннан бір күні ойланып қалдым да, мен осыған бекер уақыт жұмсап жатқан жоқпын ба деп ше. Бәлкім керек, миыма орнатылу керек ақпарат уже орнатылған шығар. Сол кезде жаңа ақпарат алдыма шықты. Мен әдейілеп бір аптадай жазбадым күнделік. Бірақ уақытым бар, отырмын, бірақ жаңа қаламда тұр, жазбаймын, бірақ әдейілеп. Бірақ ол уақытты басқа ештеңемен толтырмайсыз? Жоқ, кітап оқимын, ананы істеймін, басқа нәрсемен толтырсам. Бір аптадан кейін мен оған сағынып оралдым ше. Анау мен ана күнделігімді ағылшынша жазамын әдейі. И ана блокнотқа прикол ұстаймын да мен ше. Жаңағы айтамын да, good morning my friend деймін да. Сен күніңді айтып берші деймін да, айтамын да, ұмытып кеттім ғой, сен айта алмайды екенсің ғой деп ше, жазамын кәдімгідей ше. Оны сағынып жаздым ше. Қайта қауышып па? Иә, қайта қауышып. Осы 4 кезең болды жаңа әдет қалыптастыруда. Бұның ең қозғаушы күші не үшін деген сұрақ сияқты. Не үшін керек маған мына әдет? Өйткені барлығы біледі ғой, қалай бір жетістікке жету керек екенін. Білмеймін, көшеден кез келген адам қазір ұстап алсақ, артық салмақтан қалай құтылу керек десе айтып береді.
бірақ істемеуі мүмкін. Көп ақша қалай табу керек десе айтып береді, бірақ істемеуі мүмкін. Осы жерде не үшін деген жаңағы бірінші кезең қатты рөл ойнайтын сияқты. Мотивтің болуы, Содан кейін әдетті қалыптастыру жаңағы айна нейрондары қатты рөл ойнайды дейді. Айна нейрондары. Мен көруім керек. Жан-жағымдағы кісілер. Әдемі. Мен көру, қайталауым, Көріп қайталаймын. Мәлкім лидер болып ортамызды нетсек болады. Десек мысалы. Достар офиске келгенде 10 минут, алғашқы 10 минут кітап оқиық бәріміз. Енді менің де айна нейрондарым жұмыс істейді. Ана кісінің істегенін мен де істегім келеді. Бұл да әдетке үлкен бір қызық болады. Айна нейрондардың әсері жұмысы біз андай бір елей бермейміз ғой қатты. Так бір ой болып тұрды да жаңағы. Балалар да айна нейрондармен әрекет етеді ғой. Кішкентай бала негізі күлу керек екенін білмейді, бірақ әкесіне немесе шешесіне қарап күледі, жымияды. Анау аутизм осы нейрон істемей қалған кезде ғой. Соң мен нені білмеймін да. Басқалардың әрекетін көшіруді немесе менің әрекетім оларға қалай әсер ететіндігін ықпалды түсінбей қаламын ғой. Не үшін? Мынандай болуы мүмкін ба, мысалы қараңыз, мынандай бір сұрақ туып тұрды. Енді бұл мен жеке бір проблемам деп айтса болатын шығар. Кезінде сізбен жүгірумен де біраз шынығуға тырыстық қой. Маған ұнаған бір зат болды. Андай бүйтті бір шабыттанып кеттік жүгірейік деп тұрған кезде бәленбай шақырым жүгіріп тастамау. Асықпай жаймен жүгірді. Бірақ ол андай бір тасып тұрған кезінде керісінше бір неғылмай қанағаттандырмай қоятын сияқты да. Бірақ енді ол сенің қазіргі физикаң өте дұрыс екенін түсініп тұрмын. Менде жүгіруге қатысты мынандай сұрақ болып тұр. Енді жүгіру енді бір салауатты өмір салтының бір әдемі әрекеттерінің бірі ғой. Біз кішкентай кезімізде өте көп жүгірдік. Жылдамдыққа емес, ұзақтыққа көбінесе. Мысалы күніне мектептің ауласын стадион 10 рет айналу енді ол андай минимум етінде. Бірақ қалай айтсақ екен, өз тәуелсіздігімді өзім алғаннан кейін менде ол әдет жоқ. Кейде біреулер болады, мысалы ата-аналар әсіресе немесе педагогтер абайдың қара сөзіндегідей басында баланы қинап жүру керек әдет болып қалыптасып кеткенше деп. Мен енді білмеймін, кемі бір 5-7 жыл жүгірген шығармын сөйтіп, бірақ менде ол әдет болып қалыптасқан жоқ та. Менде керісінше андай бір кере триггерлер бар сияқты жүгіруге қатысты. Қазір мен мысалы саналы түрде жаңа сіз айтқандай не үшін жүгіру керек, қаншалықты біліп тұрсам да, жоқ, маған өте көп күш кетеді өзімді стадионға алып шығу үшін. Өте андай бір білмеймін. Көп қысым жасалу керек пе екен, білмеймін, андай бір сондай басқаша да кішкене. Мысалы сол кезде де бағанағы сіз таңертең жаттығу жасап жүрген кезде мен таңертең отырып бару үшін андай сол күннің бір жарты энергиясын жұмсап жіберетінмін ғой. Жүгіруге бару үшін ғана. Түсіндір алдым ба? Мысалы мен қайталадым ғой көбірек. Неге бандай бір әдет қалыптаспады деген сұрақ туындап жатыр да. Мынандай бір қызық қағида бар екен да, анау күшпен жасалған кезде, күшпен талап етілген кезде біреуден, мына күш жоғалған сәтте 90%-ға дейін тастап кетеді екен. Білмеймін, жаңа менторың болды, ұрысып жүрді. Бүйт, сөйт, деп күштен етеді. Кәсіпкерлер мысалы ментор бар кезде үлкен жетістікке жетеді ғой. Одан кейін бір 2-3 айдан кейін қарасаң, қайғырып жүреді, білмеймін, болмай кетті деп. Ол керек етті, ол күш жоғалып кеткен тайып кетті. Сондай бір болуы мүмкін. Сондай бір күш болды. Сыртқы фактордың әсері. Сыртқы фактор. Ол сәл жағымсыз болса, жаңағы грубый болса, бәлкім ұнамай қалуы мүмкін. Бірақ кейіннен саналы түрде бұған негіз келуге болады. Саналы түрде. Жаңағы не дейді ғой, жаңағы артықшылықтар мен кемшіліктерін есептеп отырып. Сол мынандай бір ой келеді кейде. Мүмкін андай әуелде ол күш болмағанда ол адамның келуі жеңілдірек болатын бет деген сияқты. Енді ол күш болып қойғаннан кейін саған енді сол әрекетке келу үшін жүгіру жай мысал ғой. Саған енді көбірек күш керек та, көбірек жаңағы плюс минусын есептеу керек болып қалады. Енді біз андай ересек ұстаздар ғой, көбіне тыңдайтындар, немесе ұстаздық жолында бар жатқан ересек адамдар ғой. Маған көмектескен мынандай бір оқиға болды да. Жақында жаңағы Джо Диспензаның несіне барып қайттым. Ол кісіден алған бір нәрсе маған жаңағы 2 сағат отырып, жаңағы көзімізді жауып қойып, бір нелер айтып отырдық. Біз істеп отырдық, мынаны айтты да. Уақыт және кеңістіктен шығып кетші дейді да. Мен ойладым, енді мен саналы түрде ойлап отырмын, қалай болып ше, мен отырмын мына жерде. 8,5 мың адам мен отырмын. Қасымдағы кісі қимылдап жатыр, тырт деп.
уақытпен кеңістіктен шығып кетемін. Қайта nothing, feel nothing, be in nothing деп айта береді, ештеңе жоқ деп. Бір уақытта шынымен сондай бір халге енгендей болдым. Жаңағы көз жапып қойғансыз да, бір қап-қара бір тоңқиық елестеттім. Жоқ, ештеңе жоқ. Ештеңенің мәні болмай қалады екен. Жаңағы уақыт та, жан-жағың адамдар да, кеңістікте ше. И осыны уақыт деген ұғымды алып тастай алсам мен, әдет қалыптастыру бағытында. Әдет қалыптастыру, бүйтемін ғой мен. Маған срочно денемді әдемі қылып алу керек. Сол үшін мен спортқа бардым. Жоқ. Срочно әдемі қылмайды. Әдемі қылайық, уақыт алып тастайық. Күйіп кетемін. Маған 2 айда домбыраны, білмеймін, ерке сылқымды шерт алуым керек. Күйіп кетемін мен. 2 айда енді жаңағы келіншекті үйренеміз біз деген сияқты. Одан кейін білмеймін, 6 айдың ішінде мынанша табыс табуым керек деген. Күйіп кетемін деген сияқты. Осы жерде де саналылықпен уақытты алып тастай алсам, маған көмектескен нәрсе болды. Менде мынандай болды. Кейін оны тағы бұл туралы кітап бар екен, мен бір спикерден естідім, кейін кітабын таба алмадым, бір ағылшынша ғана бар екен, жаңағы Finite and Infinitive Games деген. Саймон Синек. Шексіз ойын. Әлі аударылған жоқ олай. Аударылған жоқ па? Ағылшыншаны таба алмадым. Алдында Прагада достар айтқан еді. Бізде бар екен, қалсаңызшы деп. Мына шексіз ойын қағидасы маған қатты көмектесті. Мен бүйтетін спорт қағидасында мысалы. Мен алып тастадым да. Чемпион болайын деген жаңағы, мен денем әдемі болсын, салмағым мындай болсын деген тақырыпты алып тастадым. Мен 90 жасыма дейін айналсам бұнымен. Болды. 90 жасыма аптасына 3 рет келіп тұрсам, мен жеттім жетістікке. Енді осы уақытты алып тастағаннан кейін керісінше нәтиже жақсы келе бастады. Нәтижеге ғана мен ілінбеген едім. Мен ойлаймын, жаңа әдет қалыптастыру мәселесінде ұстаз ретінде ересек адам немесе ұстаздыққа баратқан адам алып тастаса ше, бұл шексіз ойын екенін түсінсе. Бұл шексіз ойын. Мен мысалы психологпен аптасына бір рет кездесем, не үшін дейді, мен айтамын, бұл шексіз ойын, мен бәлкім сенімен 2 жыл жұмыс істеймін, мен бір нәтиже күтпеймін. Бірақ нәтиже міндетті түрде болады. Мен егер ойлаймын да, сол кітапты аударса, шартты әлем, шартсыз әлем деп аудару керек сияқты да. Өйткені ана жерде шарттар бар. Мен сол шартқа сай болсам, бір адаммын, немесе жаңағыдай бір орынға тиесілімін. Ол шарттар болмай қалса, бітті менде жаңағыдай паника деген сияқты. Бірақ жаңағыдай әлем бар, шартсыз әлем. Қызығы, немесе мынандай бір тақырып қой негізі, нәтиже мен процесс. Менің фокусым қайсысында? Аналар процесін ләззат алады. Менің фокусым нәтижеде болған сайын, мен процессім әлсірейді. Сәйкесінше нәтижемде нашар болады. Тұйық шеңбер. Ал мен фокусым процессте болса, ағылшын тілінде андай сөз бар, process is a king дейді. Процессті реттесең, нәтиже автомат түрде жақсы болады. Сондай. Бірақ фокусыңды нәтижеге қоймау. Бұл жерде мектеп тақырыбында мысалға негізі анау бағалау жүйесі бар, енді педагогтар үшін. Сол жерде қалыптастырушы бағалау, ол негізі процессті. Жиынтық бағалау, ТЖБ, БЖБ-лардың бәрі ол нәтиже. Ол бір 5-10% уақытты ғана алу керек дейді негізі бүкіл жүйеде. Соң мынандай бір нені айтады, қызық. Біздің кішкентай кезімізде ойнаған ойындарымыз негізі нәтиже болмаған ол жерде. Біз ойнаған ойындарымызда нәтиже болмаған, бір белгілі бір нәтиже көздемегенбіз. Бізде процесс болған. Талға шығу. Ол жерде не нәтиже көздейсің сен? Ешқандай нәтиже жоқ. Қыздардың қуыршақ ойнауы деген сияқты көп мысалдар келтірді. Бірақ кейін өсе келе шартсыз әлемнен шартты әлемге ауыса бастаймыз ғой. Шартты ойындар көбейе бастайды да, жаңағы. Ұту керексің сен, жеңу керексің. Есеп пайда болады ойында деген сияқты. Бұл таластар пайда болып кетеді да, қызық. Мына идея қызық екен, андай бір әдетті шартсыз процесспен қалыптастырып көр. Мен ана кісінің айтқанын ұнатты, бір айтады да, мен шектеулі ойыншылар деп нетіп алдым да өзіме жаңағы. Finite Games, шектеулі ойыншылар деп екі адам бар. Шектеулі ойыншылар бүйтеді да, тек жеңу үшін ойнайды ойынды, кез келген ойынды. Тек жеңу үшін. Мен әдет қалыптастыру үшін, қалыптасқанда не болады деймін да. Жыл мұғалімі болу үшін сабақ беретін кісілер бар ғой. Одан кейін тезірек ойынның біткенін қалайды, өйткені жеңіс соңында ғана ғой. Процесте қызық емес қой. Ешкім айтпайды саған жеңіп келатсың деп ше. Тек тезірек ойын біту керек. Үшіншісі, мүмкін болса бәрі жеңіліп қалса күшті болады еді, мен автоматтан чемпион болатын ше. Анау сол кезде бір қызғаныш туындайтын сияқты, аяғын шалып жіберу деген сияқты. Бүкіл адамның несін ашатын ба? Ана бір жақында Қызылордада бір мектепте шақырып 11-ші сыныптармен сөйлесіп, соның семинар болды. Шыққаннан кейін бір топ қыздар келді да, айтады да, ағай дейді, бір сұрақ бар, қандай сұрақ? Бізде жарыс болды дейді да, мобилографиядан. Өздері оқушылар құндылыққа негізделген бір видео түсіру керек. Өздері түсіру. Бірақ дейді, қарама-қарсы топ
қазір дейді анау сырттан мобилограф жалдап істеп жатыр дейді да. И біз жеңіліп қалған сияқтымыз дейді да. Енді қара, ойын әлі процестеміз ғой, бірақ олар кетіп қалды, соңына кетіп қалды. Бұлар жеңілетін сияқты да. Мен айтамын, ләззат алсаңдаршы процестен. Қазір ләззат ал, түсір, ой туында жаңа бір қағидамен түсіріп көр деген сияқты ше. Жоқ, олар айтады, это же нечестно дейді да, болды. Процесс емес. Енді бұл жарайды оқушы дерміз ғой. Ересек адамдарда да кейбір кезде. Мен айтамын ғана, бізде бұрынғы мектебімде, 6-шы сыныпқа дейін оқыған мектебімізде бір жиын болды, сонымен сыныптастар болып тұрмыз. Бір 3-ке оқитын бір қыз бар еді. Геленвагенмен келді, мына қыз. Тұр келді. Ой, мынау бәлеше ма деді да. Енді ауыр болып кетті ғой. Нәтижемен ұтылып қалдық қой. Нәтижемен ұтылып қалдық қой, эгомен. Енді шектеулі ойынша ананың қуата салғысы келеді екен да. Бір жігіт айтты, андай жолға түсіп кетті, о дей салды да. Сосын адамда мәссаған рахат болып қалды ғой деймін да. Жеңілдеп қалды. Ананы қуата салдық қой. Қуып жеткен жоқпыз. Қызық. Бір ана ненің сабақтың өзі, әдеттің өзі былай не ғой? Процестің ойыны ғой. Процеске бағытталған құбылыстар ғой, бәрі қарасаң. Сабақ берудің өзінде сен нәтижені ойланбайсың ғой. 90 соңындағы тесттің ғана нәтижені ойланасың. Қалған кездің бәрін процесс. Енді қаншалықты бұл неге сай келеді, бірақ мысал ретінде Марғұлан Сейсенбайдың бір мысалы есіме түсіп отыр да. Анау телекоммуникациялық компанияны бірнеше миллионға сатып алып, бәлембай миллионға 100 есе ма қымбатқа сатады ғой. K-Mobile ме? Сол кезде сатқан кезінде ол кісінің сол бір келіссөз жүргізу барысын нәтижемен ойланбай тұрғанын байқауға болады да. Ұсыныс түседі мысалы. Бұл кісілер білмеймін, мен қазір қателесем 10 миллионға ма алды дейтін болсақ, енді 100 миллионға біреу келіп сатып алайын деп тұр. Бұл кісі 100 миллионға сатпайды. Егер сен нәтижемен ойланатын адам болсаң, дейсің ғой, болды, бітті. 10 есе X сатып жібересің. Бұл кісі айтады, жоқ дейді. Алар 200 дейді. Жоқ дейді. 250 дейді. 300 дейді. 350 дейді ба, 400 ба білмеймін. Бәлембай есеге шейін барады. Сол кезде мына кісілер енді қайта жоқ деп жауап беріп отыр ғой ана кісілер. Қарым-қатынас факспен жүріп жатыр ма сондай. Енді бүкіл қасындағы әріптестерім бәрі уайымдап жүр, ей, кеп тұр ғой, міне пайдаланайық та деген сияқты. Сол кезде ол кісі сұхбатында интервьюер мынандай сұрақ қояды да. Федоров деген кісі украиналық сұхбат алып отыр. Неге сонша бүйтіп қорықпай әрекет еттіңіз? Маған процесс қызық болды дейді да. Ана сауданың шегі қай жер екенін білгім келді деп. Енді таза былай қарасаңыз, анау ойындағы баланың әрекеті ғой. Процессті көру ше. Нәтиже қанша екен. Процесс қызық ол кісіге, бірақ сол қарасаңыз, процесс кімге қызық, сол кісілер ұзаққа барады. Мысалы, бізде бір жігіт болатын, пікірсайыс ойнайды, барған турнирін ұтады. Бірақ үнемі андай, мен нәтиже үшін ойнамаймын, мен ләззат үшін ойнаймын деп айтады да. Ұялсайшы, кубок ұта беріп, қалай сен өйтіп айтасың десе, айтады да, мен процесс үшін ойнаймын, процесс ең ұзақ алудың жолы осы ғана ғой дейді да, соңына үшін бару. Мен оны алам деп барып жатқан жоқпын дейді. Егер мен ұтпасам, ләззат тоқтап қалады, болды сын андай. Бәрібір ләззат жоғарырақ тұр дегенде андай бір дәлелдеуге тырысатын еді. Енді жерден Марғұлан Сейсенбайдың бір қызық мысалы бар. Біз бұны көрсетуге тырысқанбыз. Кәсіпті көлік жүргізу деп келтіреді. Енді бұны педагогикада, сабаққа да қолдана беруге болады. Мектеп директоры, мектеп басқаруға да қолдана беруге болады. Көлікті жүргізген кезде көліктің жүргендігінің, жүрісте келе жатқандығының нәтижесі түтін ғой дейді да. Нәтижесі. Бірақ анан бәрі процесс болып тұр ғой енді көлікті басқару. Сен артқа қарап, түтінге қарап жүргізбейсің ғой дейді да. Алдыға қарап жүргізесің, қайда баратқанын қарап жүргізесің. Түтінге қарасаң, бірінші столб сенікі дейді. Нәтижеге фокус қойсаң деген. Бізде сол кішкене жетіспей қалатын сияқты да. Жаңа әдетте де айтады ғой, мысалы, мүмкін подкаст өшірсең, музыканы өшірсең, мен тыңдамасаң, мүмкін дегенше сен жүгірудің процесін сезінетін сияқтысың да. Тыныс алып келе жатқаныңды, табаның жермен қалай жанасып келе жатқандығын, өкпең қалай тарылып келе жатқандығын. Мүмкін сол процесстен ләззат алған кезде мүмкін біз бір сол әрекеттерді ұзағырақ істейтін шығармыз. Көп сөйлеп кеттім. Процесстен ләззат алған кезде адам өзі ерекше бір халге енетін сияқты, бір тітіркеніп кетесің, бір ойланып кетесің, мен сонда қазір қаншама менің ағзам жұмыс істеп жатыр, не болып жатыр, анау болып жатыр. Бір әдемі ойлар келе бастайды. Процесс ләззат алып. Мен ойлаймын да, мысалы біз қазір есіме түсіп кетті, алғашқы ұстаздық жылдарымда бүйтіп ойлайтынмын, 90 сайын 90 күшті қылып өткіземін деп ше. 90-ды күшті қылып өткіземін. Соны жыл бітеді ғой. Осы жылы мен оқушыларыммен бүйтем. Жылдың соңында бүйтем. Жыл сайын бір не басылады.
маған бір не жетіспеген сияқты да. Жақсы бір жоспар баста. Одан кейін осы жоспарды істей бер болды. Нәтижені білмеймін. Өйткені мысалы мен бір сыныптың әдебиет ұстазы болайын 1 жыл. Келесі жыл басқа ұстаз қойды. Мен нәтиже көрсетемін. То есть нәтиже деп айта алмайтын сияқтымын ғой мен. Айтса, ал осы сыныпта не нәтиже нетін десе? Білмеймін. Қарғынды оқыдық деймін ба, не деймін? Ол нәтижеге мен ықпал еттім ба дейсің? Иә, мен ықпал еттім ба шынымен. Кейбір кезде анау өте көп әрекеттердің нәтижесінен бір жетістікке жетеді адам, бірақ мен сол үшін айтамын ғой, мен маркетологым айтады, кейс қылып көрсетсеңізші, мен жеке жұмыс істеймін, кейс қылып көрсетейік, мен айтамын, қарашы, мен бүйтіп айта алмаймын деймін да, мына кісінің өмірін мен өзгерттім деп айта алмаймын. Әдемі. Бұл кісінің өмірінде қырғын әрекет болды. Бір ағасы келіп айтты, не істеп жүрсің ей деп айтты мысалы. Ол да ойланып қалды, мен не істеп жүрмін деп. Білмеймін. Біз көбінесе ана соңғы тамшымен байланыстырамыз ғой. Иә, конкуренті келді бір нәрсе деген сияқты. Бұнда бір мен бір алып алуым ұят сияқты ол. Маған дейін келгенде бейшара болып жүреді деген сияқты. Енді ол бір жағынан шығыстың мәдениетінде өзі жоқ дін ғой, андай діл ғой, андай емденбеу ше. Иә. Бізде енді батыстан мынандай бір зат есіме түсіп жатыр. ұбт тапсырамыз 11-ші сынып, андай стресс нәтиженің көкесі 11 жыл бойы 11 жыл оқымаған затыңды сол жерде бір басыңа тығып жіберуге тырысып жатқан сияқты. Сол кезде бір жігіт болды, ол ақпан айында олимпиадаға қатысты ма, сондай республикалық олимпиададан бірнешінші орын алды ма, сондай одағы сертификат берді, ұбт-ның сертификатын. Біз ақпан айында ұбт-ның сертификаты қандай болатынын көрдік қой. Осындай дүние болады екен ғой, соңында қандай нәтижеге ұмтылып жатқанын біз білмейміз ғой енді. Бірақ ұмтылып жатыр. 120 балдың 110 ба берді оған. Андай кепілдік қой, гарантия. ұбт-дан босатылды. Анау енді әрбір мұғалімнің аузындағы мысал ана бала. Әне, пәленбайды көрдіңдер ме өздерің сияқты? Рахаттан. Ол былайша айтқанда директордың деңгейінде линейка дейтін еді ғой. Сол кезде рұқсат берілді ол бала сабаққа келмей қоюға. Мәссаған. Ол жаңағы ойын ойнап жүреді, бірдеңке қылып жүреді, білмейміз не істеп жүрген. Біздің түсінікте ол ойын ойнап жүр. Біз мына жақта терілеп жүрміз байқұс. Арасында келіп кетеді сондай сабаққа. ұбт-ға келген кезде ана жігіт кірем деді ғой. ұбт-ға директор шыж-быж болып жүр. Ана кірсе, ана күйеді. Иә, күйеді. Азалып қалуы мүмкін, иә? Иә, азалып қалуы мүмкін, ана күйеді. Бүкіл жаңа ақылшылар кеңес беріп жүр ғой, керек емес. Жоқ, мен кіргім келеді деді. Кірді, 118 балл шықты. Мәссаған. Шыққаннан кейін мен кейін естеліктерімді есіме түсіріп ойланып жатырмын ғой. Шыққаннан кейін ана жігіт бүйткен жоқ қой, әне дәлелдедім, одан жоғарырақ нәтиже жеттім деп ше. Бәрі ананы деп ше, мықтылығын көрсетті деп бүйтіп одан сайын бүйтіп тұлғасы мақтап жатса, ана жігіт бүйтіп ойланып отыр ғой, бүйтіп қайғырып ше. Менде 1 балл жетпей қалған. Мен қайғырып отыр, ол мен қасымда қайғырып отыр бірге. Қай 2 сұрақтан қате жібердім екен деп ше. Оған анау қызық емес. 118 ба, 115 ба, оған ана процесс қызық болып жүр, тесттің ішінде, ол алды ма, грантқа түсті ма, түспеді ма, ана жаңа айтқандай, ол кеңістікпен уақыттан бөлек жүрді ана бала. Одан мүмкін биік жүрді айтса болатын шығар. Мүмкін процесс соны бір адамды не қылатын шығар, биіктететін шығар. Сол бір андай. Мүмкін осы кезде біз андай санамызды тұрмысқа билетпейміз деген ойлар келіп жатыр да. Басқаша қарасақ, қызық негізі, әдемі тақырып сияқты. Процесстен ләззат алу маңызды. Мен кейбір кезде мынау қазір 11-ші сыныптармен бір жекеменшік мектеппен мынандай жоба бастап көрдік. 11-ші сыныптың ұбт-сы деген бір 10 адамды, 12 адамды іріктеп алдық. Жаңа ұбт-дан бір жақсырақ алады. Солармен апта сайын кездесіп коучинг форматында жұмыс істеп көреміз. Бірнеше мәселе байқадым. Бір өте ыңғайлы екен 11-ші сыныптар. Мысалы мен кәсіпкерлермен жұмыс істегенге қарағанда 11-ші сыныптар бүкіл айтқанын қабылдайды. Икемді ғой, ашық сосын. Істеп көрейік дейді. Ол сонда не берді, қай ғалым айтқан деген сұрақ жоқ та ше. Бұл қандай зерттеумен дәлелденген деген сияқты. Екіншісі мынаны байқадым. Бір қоғамдық бір қысым бар сияқты, ұбт нәтиже деген. Енді сен сол нәтижеге жете алмасаң бір өліп қалған сияқтысың бір адам. Мен бір 11-ші сынып оқушым ұбт-дан азалып қалды, қыз бала. Нәтижені көргеннен кейін ана университеттен трассаға қарай жүгірді да, өлем деп ше. Көліктің астына түсем деп ше. Үлкен трассаның жанында еді. Анан жүгіріп алдындағы ұстаздар ұстап қалды да. Енді қазір мен сенімдімін да, бір 5-6 жыл бұрын болды ғой. Қазір ол қыздан сұрасам, ол күледі да. Неге жынды болғанбыз сондай деуі мүмкін да. Бірақ қоғам саған айтады. Ата-анаң ақ сүт демейді. Ата-анаң ақ сүт ұбт-мен ақталмайды ол. Ұбт емес ол деймін да.
енді қазір шүкір кішкене бұл қысым кетті ғой, Иә. бірақ әлі бар шынымен. бар екен. біз бекерден бекер суицидтан топ болған жоқпыз ғой. Бір не есіме түсіп жатыр, осы қоғамдық қысым деген тақырыпта. Нәтиже ол қысым береді, өте қатты қысым береді. Қызығы, ол нәтижеге жеткен кезде ол қысым кетпейді, ол қысым екі еселенеді. Керісінше мынандай сұрақ, Жапонияда болдыңыз ғой, сіз байқадыңыз байқамадыңыз, Жапониядағы суицид, олар да ондықта, бірақ олар 5-ші ме 6-ші орында. Біз одан да бикпіз, біз екіміз ғой. Яғни жасөспірімдерді алса біріміз, ер жасөспірімдер әсіресе. Сондай өтер, ондықтан біз екеміз де, екі елде. Олардағы қысымда мынандай екен, мен таңғалдырған бір жаңағы сәйкесінше одан кейін ойландырған статистика болды. Суицидтің 67%, 70% ғой шамамен ойлаңыз. Зейнетке шыққан кісілермен жасалады. Шыққан кезде нәтиженің бәріне жеткен кісілермен ғой. Бәрі бар болды былайша. Енді демал деген кезде жасалады да. Істе оларда бар қысым, енді ол статистиканы көрдім, андай бір таң қалдым, қалды сол күйіп. Сосын барған мектептерді аралап жүрген кезде көрдім. Оларда бастауыш 1-6 ғой. 1-6-андай бір ұйымдастырылу өте қызық. Мысалға директордан андай уәкілеттілік бар. Күн райы күшті болып тұр ма, бәрін далаға шығарып сурет салдырды. Процестің көкесі да ана жерде былайша кезінде. Балалар өзінің орнын жинап кетуі, ананың бәрі процесс былай қарасаңыз. Бірақ алтынан кейін бір бет бұрыс болады. 7-ші сыныптан бастап қысым. Бізде андай қысым бар ғой, жаңа тұрмысқа шығу, ұл бала туу деген, мысалы қыз балаларға, немесе жаңағыдай ОБТ деген сияқты қысым. Оларда бір үлкен қысым бар екен, жұмыс басты болу деген. Сен сол 7-ші сыныпта мамандығыңды білу керексің, қай зауытта кім болып жұмыс істейтінін білу керексің. Қысым саған кәдімгі бүкіл мектеп біткенше саған сол қысым жасалады. Соң сен бірден жұмысқа кіресің, жұмысыңды ешқашан ауыстырмайсың. Сондай. Бір кісі қазір жастар тұрақсыз 15 жыл сайын жұмыс ауыстырады дейді ғой. Сондай қысым. Енді зейнетке шыққан кезде ана жұмыссыз қалып қалдым деген қысымнан жасап жібереді екен да суицидті. Ойлаңызшы, сұмдық қой. Мен таңғалдырған заттардың бірі анау болған. Қарттар көп жұмыс істейді. Таксиден бастап, бұрыш-бұрышта жол көрсетіп тұратын аталарға шейін. Сөйтсе олар андай өтірік жұмыстар екен ғой. Ана кісілер бос отырмасын. Суицидтің статистикасын азайту мақсатында өтірік жұмыс тауып беру ана кісілерге ше. Басында ана Жапонияға баратқан кезде бір екі ата жүктер түсіп жатқан кезде күтіп алады да, жүктер тарсылдатып түскізбей. Ана жұмсақ не. Ананы көресінде не деген сервис мынау деп ше. Сөйтсең ол екі ата бос болмасын деп беріп қойған жұмыс екен да. Түсіндіре алдың ба? Маңызды ғой, негізі қысым, нәтиженің қысымы қиын, өте қиын. Негізі естігем, ана кімді де жаңа жұмыстан шығарып жіберуге қорқады деп ше адамды, анау. Ол үлкен ықтималмен бар көріп қалады дейді сол күні, жұмыстан шығарып жіберсең. Сол қызық оларда. Андай бір не бар еді, аты қазір есімде жоқ, икигай деген сияқты, көп қой ширегольфтың тұратын философиялар. Джихатсу деген бар. Жұмыстың қысымына шыдай алмай босып кету. Изгой дейді ғой. Өз еліңді мекенінен кетіп қалу керексің. Басқалар көрсең, қазір біздің тілмен айтқанда үй жоқ адам бомж деген сияқты ғой. Бірақ оларда андай бір немен қарайды. Таңдау ма ол? Таңдау ретінде қарайды, оған жоламайды, тиіспейді, жұғады деген сияқты. Бірақ андай бір шыдамады ғой қысымға деген сияқты бір сондай бір немен қарайды да, бір өзінше бір құрметтеп айтуға келе ма, қызық нелері. Мен Жапонияда бір қазақ әпкемен таныстым, сөйлестім. Алматылық әпкеміз студент кезінде Жапонияға барып, сол жақтан жапон азаматына күйеуге шығып, соның 3 қызы бар. Қыздарыма қараймын дейді да, бізде мына жақта енді келіп тұрады ғой, Қазақстан көп қатынайды, қыздар біледі екен қазақша. Күйеуі қайтыс болып кетті. Бір 2-3 жыл бұрын. Енді үлкен кісі, енді 50-ден асқан кісілер. Енді айтады да, мына жаққа келгенде қыздарым ананы рахаттанады дейді. Бізде мынау сезіледі дейді да, еркіндік. Еркін. Керісінше бізде мынау дәріптеледі ғой, сіздің ерекше ойыңыз болу керек. Топ жарып шығуың керек деген. Мына жақта менің әсіресе кіші қызымды дейді. Ұстазым маған апта сайын телефон шалып бүйтіп айтады дейді. Сіздің қызыңыз топтан бөлектене береді деп ше. Топпен өмір сүрмесе өте қиналады өскен кезде деп ше. Ана лидер болып кете береді. Ол кісі күледі, қазақтың қаны болып тұр ғой дейді, анау отыра алмайды тыныш дейді. Бірақ ол жақта кішкене жаңағы топпен бол. Топтың шешіміне не еді. Оларда бар ғой сондай бір андай. Ұжымдық па бір. Қызық, бірақ ол енді андай бір бірлік емес қой негізі. Бірдей болу деген ол бірлік емес қой, бізде кішкене шатастырып алатын сияқты. Мынандай бір мені бір қуантатын жайт бар. Бірнеше қуантатын жайттар, енді педагогтермен жұмыс істеген кезде
кейде неше түрлі тренингтерге барамыз ғой, мысалы біз айталық бір андай бір бастығы компанияның иесі төлеген тренингтерге барып жүрдік бұрын. Мысалы бір үлкен мұнай компаниясына барасың, ана жердегі аудитория өз қалтасынан төлемегеннен кейін сен қабылдамайды. Сен таңдаған жоқпыз біз былайша айтқан кезде, сен кімсің деген сияқты. Тренерлер жақсы түсінеді. Бірақ педагогтар ондай емес. Өз қалтасынан ақша кетті ма кетпеді ма маңызды емес, әйтеуір ашық та ақпаратқа. Жаңа айтқандай мүмкін аш ақпаратқа. Тура сол сияқты қазір жастар бөлек менің ойымша. Біз 2016-тан бастап тренер болып жұмыс істеп көрдік қой. 2016-тағы жастар мен қазіргі жастар бөлек. Қазір мектепке келіп жатқан, педагогиканы таңдап жатқан жастар басқаша да. Сол жастар андай бір құлшынып тұрады, ниеті бар, істегісі келеді, қалай істеу керек екенін білмейді. Біліктілік жетіспей жатады да. Енді ол уақыттың еншісіндегі дүние, біраз уақыттан кейін пайда болады. Бірақ сол біліктілік қалыптасқанға дейін қандай бір кеңестер бере аласыз? Мүмкін бір нақты қалыптастыру керек 3 әдет деген сияқты ма, білмеймін. Немесе мына әдет деген сияқты, немесе мына кітап деген сияқты ма. Сондай бір кеңестер болса, жас мамандарға деп қарайықшы. Мен мынаны айтар едім, жаңағы классикалық әдебиет деп айтар едім ше. Менің қиял әлемімді дамытқан бір нәрсе ол. Қиял әлемімді. Классикалық әдебиет дегеніміз ол көркем әдебиет, көркем әдебиет. Ең қызығы, мен соңғы желтоқсан айында Канадалық бір университеттің жаңағы қаржы қағидасы туралы бір курсына қатыстым. Сол жақтағы профессор соңында бүйтіп айтты, соңғы сабақта бүйтіп айтты да. Естеріңізде болсын дейді да, сіздің енді ол жерде жетістік ретінде ақшаны алып тұрмыз ғой. Сіздің жетістікке жетуіңіз дейді, сіздің санаңыздың, қиялыңыздың кеңдігі және тереңдігіне тікелей байланысты дейді. Мәссаған, сонда ақша менің санамның кеңдігіне байланысты. Енді мен кейін жаңағы классикалық әдебиет осы сондай бір кезең болды, соңғы 8 ай ма 9 ай тек классикалық әдебиет көп мән беріп жатырмын да. Соңғы кітап алдағы сұхбатыңызда да соны айтасыз ғой. Иә. Осы жерде анау ойлау мен оңай елестете алады екенмін да. Маған бір нәрсе айтса, мен елестете аламын, форма жасап аламын өзіме. Форма жасап аламын, нетіп аламын деген сияқты. Енді ана бір өмірлік тапсырмаларда да бір ақшаға қатысты нәрселерде де форма жасап алсаң оңай екен. Сондықтан мен айтар едім, бір белгілі бір дәуірде мен оның ішінде мен де бармын, жаңағы мотивациялық кітап, мотивация істе, өйтпейт деген ол да жақсы. Бірақ мен жастарға айтар едім, әсіресе ұстаздарға, ол кісілердің ойы кең болу керек сияқты. Ой кең болу үшін ол оқып көру керек. Ана оқушыны баурап алып кететіндей, иә. Мысалы андай қазір менде мынандай сұрақ туындады. Байдың образы қандай деп ше? Бай адамның образы қандай? Ақшасы бар адам кейбір кезде бай емес та. Енді дегенде анау сары қазақтан шықты да, ол жаңағы байдың образы ауылын ойлап отыратын ақсақал да, өмірі. Сосын жаңағы кедейдің кеудесіне баспай, бәйбіше етті көбірек ас, артылып қалсын, бәрі сарқыт деп алып кетсін, пәленшенің үйлеріне де ет барсын. Егер мәсен бейшарасың деп берсе, ол ренжіп қалады деген сияқты. Байдың образы, демек сен кеудесіне итермейсің, демек сен бетіне баспайсың оны. Сен сол уақытта онымен қосымша бәрін уайымдап жүрсің, қарап бәрін байқап жүрсің деген сияқты. Беруді ұйымдастырудың өзі дейсің. Осындай образдар күшті екенде, анау кім жаңағы адасып кетеді ғой, жаңағы адасып кетеді да, 2-3 күн сусыз тамақсыз қалғаннан кейін тіпті өлердей жағдайға келген кезде енді атасы келіп тауып алады, жаңағы Сіләмбекті. Сол кезде айтады, ай қарағым ай дейді да. Жаңағы енді бұл кісі орыс қой, негізі қазақтың баласы болып өскен. Қазақтың жылқысын жібересің, өзі үйге алып келеді ғой дейді. Соны білмедің ба дейді. Анау адасып жүр. Сосын мынау жазады да, анау тарта береді дейді да жылқының басын. Мен ойлап жүрмін, шаршады деп қамшымен ұрып қоямын дейді. Мен білетін жағыма бара жатырмын ғой дейді. Басын жібересің, үйге апарады екен ғой дейді. Бұл ойларды сен физика сабағында да айтып бере алатын сияқтысың да. Жануарларда бар навигация. Биологияда айтып бере алатын сияқтысың да. Осындай қырынан айтып берсе, оқушы басқаша тыңдайтын сияқты. Мен ойлаймын, жаңағы көркем әдебиетке, жалпы кітап деп алайық, кітапқа жұмсалған уақыт ең тиімді жұмсалған уақыттардың бірі сияқты. Ана ой көкжиегін кеңейтетін бірден бір дүние сол көркем әдебиет қой. Енді өз талғамыңыздан өзіңізге ұнаған дейікші, қандай бір-екі көркем әдебиет ұсына аласыз? Әлемдік я отандық? Маған бірінші кішкентай шахзада ойыма келді. Ана кішкентай шахзадан мен университетте оқығам, тапсырма ретінде өйткені. Тапсырма берілді, оқыдым, айтып бердім. Түк түсінбеген екенмін. Алдыңғы жылы оқыдым. Мен анау сөздеріне, әр сөзіне бүйтіп деп ойланып қалдым. Мысалы айтады, әлемі кішкентай ғой, әлемі. Күнде таңертең әлемді тазалайды ғой, жаңағы кішкентай шахзада. Мынандай бір фраза оқыдым да.
неге ересектер дейді, ақылды ересектер дейді, өзінің планетасын тазалап алмай тұрып менің планетама тиіседі екен дейді да. Бұл жерде мен бұны кәдімгідей бір кітап қылып талқылауға болады да онша. Қалай сен біреудің жан несіне тиісесің деген сияқты. Кішкентай шахзадан айтар едім. Сосын маған соңғы Виктор Гюгоның анау несі қатты ұнады, отверженный қатты ұнады. Білмеймін, бір өмірлік шындық картина алып келді. Сосын Сары қазақ, Мұхтар Мағауин, мен жылап отырып оқыдым енді. Әсіресе анау. Ішінде енді бәрі бар. Тұрақтылық керек па, дисциплина керек па, жаңағы геолокация, жаңағы өсімдіктердің атына дейін, адамдардың қайрат жігеріне дейін бәрі бар сияқты. Осы үшеуін айтар едім. Андай бірақ кейде бір көркем әдебиетті оқуға бір не керек сияқты бір дайындық, сүзгі. Иә, мен жаңағы 100 жылдық жалғыздық бар. Әлемдік классика, эксклюзивті классика деп рекламасын жасады маған ұлан ағайым, ұстазым. Азамат оқы деді, екеуміз талқылаймыз деді. Енді мен тапсырма болғаннан кейін оқыдым да, түнгі 10:30-да біттім кітапты, ойдым да, несімен әлемдік классика бұл деймін да. Өліп қалды, ал. Не болды деп? Не болды? Кейін ұлан ағаймен талқылаған кезде мен таң қалдым. Мәссаған осыны айтқысы келген екен ғой ақын. Мәссаған жазушы мына мәселені жеткізгісі келген екен ғой деймін. Мен әшейін оқиғаларды оқып шықтым. Тұрды, шықты, ұрды, атты ұстады, өліп қалды деген сияқты сөйтіп оқиғаларды оқып. Бірақ анау бұл да менің ойлау жүйемнің тарлығы ғой. Сыйдыра алмадым мен ана кітапты. Бірақ енді қалай мен ойлау жүйемді кеңейтемін? Оқи берумен да, бір-бірімен байланысты да ол. Сол сүзгіні қалыптастыратын өзі де сол әдебиет қой. Сол бір әдебиетпен шектелмеу. Мынандай кеңес айтуға болатын сияқты. Андай бір жетекші, ментормен, ұстазмен оқу деген. Сол сен жүргің келіп жатқан жол жүріп өткен кісімен. Енді мысалы қарапайым біз көліктің өзін жабай үйреніп кетеміз ғой. Енді оқып үйренбесең, оның зардабы бар да енді. Соны ескеру керек. Жаңағы сіздің сұрағыңыздан да біріншісі кітап оқу десем, екіншісі мен шексіз ойын ойнау деп айтар едім, әсіресе ұстаздарға. Негізі ұлы іс қой, ұлы іс. Мен де әлі өзімді енді андрогогикамен жүрмін деп қабылдаймын. Ұстазбын әлі деп ше. Шексіз ойын. Педагогикада андрогогика өттім деп. Шексіз ойын. Мен оқушыларымды санамаймын, мен олардың жетістігін санамаймын. Мен шексіз ойнай беремін бұны 90 жасыма дейін. Білмеймін, 90 деген бір сан бар, білмеймін. Үшіншісі жан жақты болу керек сияқты ұстаз. Жаңағыдай мен айтам, мысалы бір білмеймін 30-ға дейінгі, жоқ 30-ға дейін, 40-қа дейінгі кез келген азамат пен азаматша шпагатқа отыруына 4 ай керек сияқты. Мен алдында сөйлестім бір профессионалды сондай кісімен. Мен айттым, сен мені қанша айда отырғызасың дедім. Айтты, тұрақты болса 3 ай деді. Енді сен тупить етсең осылай айтты да, 6 ай деді. Мен жұмсай аламын 6 ай. Мен айтам да, сондай бір ұстазға марафон жүгіріп өту қиын емес сияқты. Қиын емес дегенде қиын ғой әрине. Бірақ ондай бірақ бір қызық статистика, әлемде 1% адам марафон жүгіреді 42 километрді да. Мен айтамын, сен ең ерекше 1%-ға кіргің келе ме? Кір. Осы үшеу деймін да, кітап оқу, шексіз ойнау және жан жақты болу. Бәрін айтып отырса, жаңа мен биолог мұғалім сияқты, IT-дан да мықты болса. Бір сөзді қайтып есіме түсір. Флешка, ол кезде флешка деген ойбай үлкен нәрсе. 1 гигабайт флешка Алматыға барып 17.000 теңгеге сатып алғам. Мен сол кезде 2006 ма, 2005 па сондай. Алматыға бару үлкен іс мен үшін ол жақта. Есіктен сол ЦУМға барып, әшейін сол қызыл флешка сатып алдым. 1 гигабайт ең қымбат 17.000 теңге. 2 аптадан күйіп кетті анау. Мен ана биолог ағайға алып келдім да, ағай мені көріңізші дедім да, салды да компьютеріне. Күйіп кетті екен ғой мынау деді да. Қалай күйіп кетеді аға дедім да. Трансцент ол кезде. Қалай күйіп кетеді, мен сатып алдым бұны, мен қымбатқа алдым. Азамат, бұл темір ғой деді. Адамдар да күйіп кетіп жатыр ғой деді. Ана бүйрегі ауырып қалады, өкпесі ауырып қалады. Сен тіпті еттен жаратылған адам ауырып қалады деді. Бұл темір ғой деді. Бұл үлкен сабақ болды маған ше. Содан кейін мен айтпақшы, сол оқиғалардан кейін мен денсаулығыма қатты қараймын ше. Әдемі. Жан жақтылық. Мынау бір не есіме түсіп отыр, мүмкін осы бір таңда сұхбат жасаған бір пайдасы асықпайды екенсің. Ауызашарға, ифтарға. Мынандай ой келіп жатыр да. Қазір ұрпақтар теориясы деген бар ғой. Альфа ұрпақ дейді, анау дейді. Енді оның өзі бағанағы бір андай біреудің жетістігін я жеңілсін түсіндірудің бір тәсілі сияқты да дейді. Неге аналар мынандай дегенде бір түсіндіріп беретін. Қызық құбылыс сияқты да. Бірақ өткенде осыған бір ой келді, мынандай
мынандай уәж бар ғой, қазіргі жастар тез өртеніп кетеді, жақсы айтқанда күйіп кетеді. Олар ұрыссаң болды күйе салады деген сияқты, жұқа әлсіз деген сияқты сондай бір кісі тіптен андай ауыр сөз айтты да, репрессияға шыдаған ұрпақтың депрессияға шыдамай жүрген ұрпағымыз деген сияқты. Бірақ былай қарап тұрсам, осының бәрі ұрпақтардың ерекшелігінде емес сияқты, жай ғана бұл ұрпақ мақсатты дұрыс емес қойып бастаған сияқты да. Орынсыз мақсаттар, шолақ мақсаттар, немесе біреудің мақсаттары, сол үшін орынсыз алысу, нәтижемен күрес, содан да күйіп жатқан сияқтымыз да. Біздің алдымыздағы ұрпақ тура солай біз сияқты нәтиже қойса, фокусты, біз сияқты мақсат қойған болса, олар да күйетін бе еді. Мүмкін біз мақсатты дұрыс қойсақ күймейтін бе деген сияқты ой келді да. Осындай бір бір мынандай тілек дейікші, жастарға дейік, педагогтерге қандай бір кеңес демей ақ қояйықшы, сондай бір батаға жақын. Мынаны нетіп жатырмын да. Жаңа Қазақстанның үздік ұстазы кісі болды біздің мектепте. Сосын Ержан деген жігіт болды, физика мұғалім. Менен де кішкентай, 92 екен, сол кісі әлі де мұғалім ол кісі. Қазақстан үздік физика болды да, шатаспасам, сол 2 миллион теңге ұтып алды. Айлығым 130 мың, мен завучпын, 160 ба сондай. Ерекең тұрды да 2 миллион теңге ұтып алды. Содан кейін бір уақытта ол тағы бір ұстаздар конкурсына қатысты да, 6 миллион теңге ұтып алды. Әлі есімде, сол кезде барып Камри 50 сатып алды да. Мектептегі физик мұғалім, енді жас маманнан енді өткен, 3 жылдан асқан, 6 миллионға барып Камри сатып алған кезде мен мәссаған дедім да. Мен мынаны айтқым келеді да. Анау қағида бұрын ескіріп кеткен сияқты, ұстаз деген ақшасы аз, көзіне көзілдірігін тағып алып, түні бойы дәптер тексереді дегеннен шығу керек сияқты да. Ұстаз өте элитный бір мамандыққа келе жатыр, тіпті бұрынғыдан қатты жақындап қалды. Бір дамыған мемлекеттер сияқты бұл ой мен айтқым келеді да, егер ол жолды шынымен таңдаған болса, мен ана қазір ұстаздардың тренингтеріне, нәрселеріне, болашақ ұстаздардың тренингтеріне барғанда көремін, ана көздерінен бір ұшқын бар да, үміт бар да, мен ұлтымның болашағына үлес қосамын дегенше. Сол өшіп қалмаса екен деймін да. Сол өшіп қалмаса, шынымен білсе, ол адамдардың барлығы ұстаз екенін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бастап, бүкіл атақты адамдардың бәріне, бер жақтан біздің Абай, Шәкәрім барлығына келгенде, бәрі ұстаз. Аты қалғандардың бәрі ұстаз. Бұл ұлы іс, бұл ұлы істе шартсыз, шексіз дамып қызмет етуді мақсат етсек. Әдемі. Рахмет. Мынандай бір ұстаздыққа ұмтылыс деп отырық қой. Ол бір бізде қазір бағана нәтижемен ойлануды үш жерге қосатын болсақ, менің жыл мұғалімі, үздік ұстаз, тарихта атым қалатын, суретім қалатын ұстаз болам дейтін болсам, ондай нәтижемен ойлансам, менің ойымша қалмайтын сияқты. Бір кісі айтпақшы, ары кетсе Инстаграмның тарихында қаламыз. Ауыр. Шын егер қызмет деген, айтыңыз, ұлтқа қызмет дегеннің өзі процесс қой негізі. Сол процеске басымдық беретін болса, мүмкін сол бізге дейінгі жүріп өткен ұстаздар сияқты солардың деңгейлес болмаса да бір ізінен жүрген адам ретінде мүмкін бір ізіміз қалатын шығар. Қалай болғанда да өтір, пайдалы болайық, зиянсыз болмайық, зиянды болмайық. Рахмет. Сіздерге рахмет. Келгеніңізге. Күшті. Енді сондай жиі сұхбат беретін адам ретінде сын пікір айтсаңыз болады бізге, әсеріңізбен бөліссеңіз болады. Күшті. Қандай бар? Күшті. Әсер күшті, еркін болды. Сосын сіздің неңіз ұнады маған, Ескендір мырза. Анау тақырыптан ауытқып кеткенде әдемі қайтып алып келеді екенсіз. Жаңа әдетте мен кетіп қалдым ғой. Сосын әдет 2-3 рет нетін, сосын мен түстім сосын коллегаға. Ал күшті екен. Мен өзім ауырып отырдым да тақырыппен бүйтіп әдет деп. Ана идея ұнады маған, жалпы нәтижемен процесс дегенге шығамыз деп ойламадым. Бірақ соған келгендігі бір негізгі бір сөлі сол болған сияқты болды да. Нәтижемен процесс. Біз алдыңғы жексенбі 4 сыныптас болып теннис ойнадық. Настольный теннис. Мен қатты ойнай алмаймын. Екі тұрап ойнайды екен да. Бір ұрғанда анау алу керек, мынау ұрғанда мынау қабылдау керек деген сияқты сондай бір заң бар екен, күшті. Рамазан түстен кейін уже 3 сағат теннис ойнаппыз енді. Шылқып тер болып кеткенбіз. Бір қызығы не жоқ, шөт жоқ. Анау нені ете береміз да, бірақ ана 3 сағат теріліп тұрып бір спортпен айналысу үшін үлкен бір мотивация керек, бірақ ана жерде
ойын күлкі кәдімгі күле береміз, ана бір нәрсе, ана бер мен ойлап қоймын, мен жақсы ойнайды екенмін ғой деймін да, бірақ мен счетқа бір жарысқа бір нәрсе ойнаған кезде ұтылып қала беретінмін да. Мына жерде бәрін алып тастағаннан кейін күшті ойын болды ше. Сол жаңағы нәтиже ол да не шығар. Мысалы сабақты осылай өткізсе оқушы да мен жақсы екенмін деп ойлай бастайды ғой. Иә, бұл ойлай бастаса кетті ғой уже. Ол ой қалыптасса ертең тағы теннис ойнайды деген сияқты ғой. Иә. Сол сабаққа тағы да дайындалады. Күшті. Анау ұстаздар да сөйтіп мотивация бере алса. Мен университетке түскен кезде бірінші апта бір эссе жазып, соны бір ұстаз келіп бүйтіп айтқан. Мынау Скаков деген кім деп ше, соны мен тұрамын ғой, мен ойлап тұрмын, мен өзім ойымша күшті жазғанмын негізі. Мынау қазақша жазып кел деді ғой. Негізі қазақша жазғанмын. Бірақ адам мен білмеймін ғой енді. Мынау қазақша жазып кел деп мақтап жазып, одан кейін жазғым келмей қалған мен ше. Күш деп ше. Позор болдым деп ше. Білмеймін, жаңағы жерде сэндвич методикасымен айтса ма? Мүмкін басқаша болады. Сенің ойың ерекше екен деген сияқты. Бір негізі ол ерекше екен деген сөздің өзі біртүрлі екенге алып келуге болады. Ойың ерекше екен, бірақ мына жүйесін қарашы деп бүйтші деген күшті бар. Анау екінші курста бізде Джейк деген кісі куратор болды. Енді андай өмірімде ағылшын тілінің маманы, жай шетелдік емес, нейтив емес, маманы екі бірінші адам ғой шетелдік. Соны біз эссе жазамыз, сосын қарындашпен жазады да бүйтіп. Ноутстар шет-шетіне, маңайына, шығарманың өзіне тиіспейді. Күшті екен, қып-қызыл қылып салмай. Мен ойлап жүрмін, мына кісіде қызыл қалам жоқ екен деп. Бір күні қызыл қалам сыйлаймын ғой кісіге. Дұрыстап түзетсекші деп ше. Сөйтсем, сенің жұмысыңды түртуге құқым жоқ деп ойлаймын дейді да. Мен жай өз пікірлерін білдіремін деп ше. Шет-шетіне тағы. Оны кейін байқадым, оның шетіне жазатындарын ше. Сенің шығармаңа бүйтіп не қылмайды, бір жай сызып кетуі мүмкін, бірақ түсініктемесін несін сыртындағы орындарға, бос орындарға бүйтіп астына сөйтіп жазады да. Неге мен адан кейін бүйтіп деп бұлай да бола ма деп. Енді өйтіп ондай көрмегенбіз ғой, 2007-2008 жыл ғой. Ондай қарым-қатынас көрмегенбіз ғой сенің жасап жатқан затыңа. Менде андай эссе жазғың келіп, одан сайын ше, шығарма жазғың келіп қайта. Анау сіздің еңбегіңіз ғой біз. Сол мен сіздің еңбегіңізді үйтуге пікірім жоқ, құқым жоқ деп ойлаймын, мен тек пікір білдіремін дейді да. Ана неған кезде ойланып қалдық. Бізде қазір бұны не деп шығарды ғой? Жасыл сия әдісі деп. Иә, жасыл сия. Бірақ біздікілер ондай жасыл сия дейді. Қазір мектепте бәрі жасыл сияны алады да. Бірақ сол қызылмен жазатын әңгімені жаза береді. Иә. Жай ғана сияның түсі өзгерді. Мынау дұрыс емес деп ше. Қайта жазып келді. Бірақ жасыл сиямен. Иә. Енді ол біздегі не сияқты? Өзгерістердің үстіртін жүретіндігі.